Қайырлы кеш, қалайсыздар? Кеш жарық баршаңызға. Сәлем, Самал, қалайсың? Эфир жоқ, кіріп қаралық дейді. Не деген шыдамсыз адамдарсыздар? Құдай сақтасын. Бақырайып жазылып тұрған нәрсені көрмейді. Бір-ақ минут өтті, эфир жоқ дейді. Ровно 00-де кірдім. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Кеш жарық. Кеш жарық баршаларыңызға. Қосылып алыңыздар. Қайырлы түн болып жатыр бізде. Қытай Хайнан Саниядан жалынды сәлем дейді. О, сәлем Қытай еліне. Так, бүгін вообще-то біраз елден бар еще. Италиядан, Римнен қатысып отқан бар. Қарақалпақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, в общем, бүткіл халықаралық деңгейде қамтып отырмыз былайша айтқан кезде бүгінгі эфирді. Кеш жарық баршаңызға. Звук басып қойшы без звука. Кеш жарық, қалайсыздар? Прагадан сәлем дейтін. Мәссаған. Сәлем. Бара-бара ауқымды болып баратырмыз енді. Жан жақтан қасып отқан жандар. Давайте сырт елден қатысып отқан жандар тоже не істеңіздерші. Прана терапиясынан кейін міндетті түрде сезімдеріңізді жазыңыздаршы. Негізінде терапия кезінде мына энергиямен жасаған дүнияда арақашықтық деген болмайды дейді. Қай елдің бұрышында отсаңыздар, әлемнің түкпірінде отсаңыздар да энергия өте керемет жұмыс жасайды. Себебі менен айтып тұрмын ғой жаңағыдай Италиядан алып жүрген, Римнен алып жүрген, жақын шет мемлекеттерден алып жүрген клиенттерім өте көп. Күшті жай адамдар емеспіз ғой, әрине дейді. Ешқандай адам жай адам емес. Аралдан сәлем. Маңғыстаудан сәлем. Атыраудан сәлем. Түркістан. Саламатсыздар. Қалайсыздар? Ақтөбе өзіміздің. Сәлем. Алматы сәлем. Терапия күшті дейді. Сенен бірінші рет дейді. Құдай қаласа бірінші болмасын, және соңғы болмасын. Арыс қаласына сәлем. Қызылорда, Семей, Орал, Шымкент. Қалайсыздар, амансыздар ма? Ақтөбе, Ақтау. Так, 5 минуттай шамалы кірсін адамдар, я, сосын жайлап бастаймыз. Саламатсыздар ханым, телефон жасамай қалып, жолдасының инстасына кіріп отырмын. Дымда қалмайды, жолдасыңыз екеуіңіз бірге өтіңіз. Моңғолиядан сәлем дейді. Сәлем. Атыраудан сәлем. Салтанат ханымнан прана оқушыңыз дейді. Салтанат ханым, сәлеметсіз бе? Менің оқушыларым шеттерінен мош қой. Жаңаөзен, Жетісай. Жібермей еміп жатыр балам дейді. Балаңыз екеуіңіз бірге қараңыздар. Бүгінгі жалпы мына эфирдің өзінің вибрациясы өте бөлек болады. Себебі бұл жерде эфирде қаншама қасиет қысқан жандар бар, қаншама бойындағы қабілетін ұстай алмай жүрген жоғарғы толқынды, жарық толқынды сондай адамдар да бар. Сезетін адамдар да бар, көретін адамдар да бар, білетін адамдар да бар. Былайша айтқан кезде мына жерде енді 1045 күштер тұр ғой, біздің қасымызда, жан-жағымызда бүйтіп қарап тұр ғой, күзетіп, тазалап. Былайша айтқан кезде әр қайсыларыңызда бекерден бекер келмедіңіздер. Ақтау, Махат, Зайсан, сәлем.
Бекерден бекер келмедіңіздер, себебі әрқайсыларыңыз осы эфирге осы күні дәл осы сәтте қатысу керек болдыңыздар. Қараңыздаршы, мен мысалы прана терапиясын оқытатын қаншама жандар бар, реклама салып атады, таргет салып атады. Мен тек қана шын ниетіммен ғана осындай адамдарға шын мәнінде керек қой осы нәрсе. Давайте көмектесейінші деген ниетпен жай ғана өзімнің оқырмандарыма рилс сала салғам ғой. Сөйтсем ол рилс көрдіңіздер ме, Құдайдың құдіретін, Құдайдың қалауы болады деген сол. Сөйтті де менің ниетіме қарай дәл сондай ізденісте жүрген рухани аш адамдарды алдыма әкеп беріп тұр ғой. Демек сіздер осы жерде ешқандай қалдықсыз жаңағыдай нақты қарап отыру керексіздер, және бүгінгі эфирді кәдімгідей құлақтарыңызға құйып алыңыздар, керек жерін түртіп алыңыздар. Құдай қаласа терапия болса мықтылап тазаланып алыңыздар, қатты ниеттеніңіздер, міндетті түрде ниеттеріңізге сай аласыздар. Шарты қандай дейді? Ешқандай шарты жоқ. Эфирдің соңына дейін отырасыз, эфирдің соңғы жағында терапия жасайтын боламын. Так, онда мына жерде мен бірден терапия бастамаймын. Қараңыздар, сіздер бірінші жалпы нені алайын деп жатырсыздар, қандай терапия алайын деп жатырсыздар, соны нақтылаңыздар. Асығып отырған жандар, бастайықшы, тездетіңші деп отқан жандар, көрмей қойыңыздар, шығып кете берсеңіздер болады. Сондықтан бұл жерге байыппен, байсалды сіз 1-2 сағатыңызды кәдімгідей қиып, соны келіп отырсыздар ма, дәл сондай ниетпен соңына дейін қарап жасауға тырысыңыздар. Пранотерапиядан былтыр өттім дейді, бәрін сезіп қай жеріме ауыратынын білдім. Прямой эфирде бола ма? Енді прямой эфирге кіріп отырмын ғой. Сақтала ма эфир? Сақталмайды. Так, давайте, онда мен мына жерде комментарияны өшіремін. Сіздер толық түсініп алыңыздар, жақсы? Эфир сақталмайды. Қалай өшіретін еді? Включетті. Есік жауып жүрсіз, даққан жабылып тұр ма? Үнемі көп шулама дейші. Так, құрметті бүгінгі эфирге келіп отырған жалпы мырзалар, ханымдар, ер адамдар да бар, жан жақтан қосылып жатқан жандар да бар. Барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Бүгінгі эфир өзгелерден, өзге уақыттағы эфирлерден мүлдем бөлек болады. Себебі өте үлкен вибрацияда, толқында қатысатын адамдарда жай адамдар емес. Жалпы мен өзімді ең бірінші таныстырып кетейін. Мен Айдана Сағынғали. Жалпы бұл энергия саласында 5 жылдық тәжірибем бар. Өзім дәл сіздер сияқты қиналып, қиындықтардан, кедергілерден, шешімі неге менің тегімде мынандай нәрселер болып жатыр, неге сүйегім сынып жатыр, жағым сынып жатыр, авария болып жатыр, неге мынандай қиындық кедергілерім бәрі болып кетті деп ізденіп сол жолдан былай да соғып, басымды былай да соғып, ізденіп, соның шешімін тауып, сол жолда адамдарға, осы кезге дейін 10 мыңға жуық адамдарға терапия өткізіп, көмектесіп келе жатқан энерготерапевт мамамын. Халықаралық деңгейдегі ұстаз деген дәрежем бар. Яғни мен сіздерге оқытуға, тіпті шетелде болсаңыздар да оқытуға құқығым бар. Енді жалпы қасиет қазақтың барлығында бар. Қасиетсіз қазақ жоқ дейді. Қазіргі таңда енді осыдан бір шамалы бір 30 жыл бұрынғыға барайықшы. 30 жыл бұрынғыда бір қасиет десе шошып қарайтын. Жоқ, қайтадан біз негізіме оралып келе жатырмыз. Бұл жерде уже қазіргі қарап отырсақ, қасиеті бар, сезетін, білетін, алақаны энергиясы бар, аян түс көретін, әруақты көретін адамдар өте көп. Бірақ сандалып жүрді, басының қаяққа барарларын білмейді, қалай жол табарларын білмейді. Осындай адамның бойындағы қасиетті біздің ата тегімізден келе жатқан қасиет қой, ол біздің ДНК-мызда қайтадан оянып жатыр. Мен айттым ғой, өткенде бір рилсымда айттым. Қандай ашаршылық болған кезде біздің осы рухымыздан, қасиетімізден айыру үшін бізде сондай бір ашаршылық, қуғын сүргін, жаңағыдай
былайша айтқан кезде бізді тоқырау, яғни мына рухани аш қылып, мына біз тек қана тамаққа ғана, мына материалдық дүниеге ғана мұқтаж болсын деген сияқты осылай соғыссыз жаулау деген осы да бізді солай жасаған. Бәрібір ол қазақтың қаны таза болғаннан кейін, 100 жылдан кейін қайтадан ДНК-мызда оянады. Міне, біз сол кезге келдік. ДНК-мызда біздің қайтадан қасиетіміз көтеріліп жатыр. Кезінде әрбір қазақтың бір отбасында бір қасиеті бар адам болған. Бір әулеттің бір ана рухты әлеммен хабарласып, хат хабарласып отыратын адамдар болған. Естейсіздер ғой, кәдімгідей көзді жұмып отырып, ана жаққа барып қайттым, мынаны емдеп қайттым, мынаны емдеп қайттым. Міне, біз қазір дәл сондай замандамыз. Бірақ біз уже телефонмен, мына интернет дамыған заманмен осылай біз барып қайтып сол жерге, сол адамдардың барлық энергиясын тазалап жатырмыз. Мысалы, мына жерге 400-ге жуық адам қатысты ма? Бұл жерде мен 400-ге жуық адамға қазір мен пранотерапиясы арқылы энергиямен барып, әрқайсының тәндеріне жұмыс жасай аламын. Оны әрбір адам сезеді, қазір көресіздер. Сезбейді, кімдер сезбейді? Сезбейді, тәні ұйқыдағы адам сезбейді. Тәні өлген дейміз, былайша айтқан кезде тірі өлік деп айтады ғой қазақта. Сондай адамдар сезбейді, группаға тағы жазып қой. Сондай адамдар ғана сезбейді. Атак, оны қазір қалай ояту керек тәндеріңізді тоже түсіндіретін боламын. Ол адамдар көбінде я өткенді ойлап жүрді, я болмаса болашақты ойлап жүрді. Осы сәтте жоқ адамдар ғана сезбейді терапияны. Енді осы бойымыздағы қасиетті біз бұрынғыдай ата-бабамыз құсап, таспиқ санап, болмаса қамшы ұстап, жаңадай аса таяқ қана ұстап өйтіп отыра алмаймыз. Себебі дәл қасиет бұрын қандай болды, бұрынғы кез қандай болды, қасиетті дәл солай дамып келе жатыр. Яғни оның да деңгейі болады, оның да өсетін деңгейі болады. Ал қазіргі адамдарда бұрынғыдан да өте мықты деңгей бар. Яғни сіз оны, сіздің түп тамырыңызда бар, соны сіз кәдімгідей бетіп үлкейтіп, уже біліммен толықтыратын болсаңыз, сіздің қасиетіңізбен білім қосылған кезде өте қатты ашыласыз. Себебі қазіргі таңда энергия өте қатты жұмыс жасайды. Мына энергия жұмыс жасаған кезде 2026, 25-26 жыл вообще көтеріледі. Былайша айтқан кезде бұрын ата-бабамызда әрбір үйде бір қасиетті адам болды деймін ғой. Дәл сол сияқты осы міне келе жатыр. Құдай қаласа мына 5 жылда біздің де заманымызда кәдімгідей баняға барған сияқты әрбір адам энергетикалық тазалануға жазылады. Энергетикалық тазалануды кімдер жасай алады? Жаңағы түс көріп жүрген адамдар, қолында биотогы бар адамдар, жаңағыдай тегінде қасиеті болған адамдар, аян түс көретін адамдар, үшінші көзі ашық адамдар деген сияқты. Ал ондай жоқ болса да ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Себебі оны кез келген бүткіл мынандай тірі адамның барлығының қолында энергия бар. Энергиясыз адам болмайды. Просто сіз оны дамытқан кезде өте мықты мощный жұмыс жасайды. Ал қасиеті бар адамдар алатын болса оны, ол қасиетімен бірге қосылады да өте үлкен волнада толқынды кәдімгідей адамдарға бере алады. Мысалы, маған осы мына соңғы эфирді өткізем дегеннен бастап бірнеше адам шықты да. Айтады, мен бойымда сондай нәрсе бар, бірақ ешкімге айта алмай, мен ұялам, ұстамайым десем, айтпайын десем, қалайда болса да тамағымды қысып айтқызып жібереді дейді. Мен ұялам, өйтіп отырғым келмейді дейді. Өйтіп отырмаңыз. Просто сіз алыңыз да, осындай энергетикалық білімді алыңыз, сонымен ұштастырыңыз, және де адамдарға ұсыныңыз. Мысалы, менің өзім сөйткенмін да. Мысалы, мен анам ауырды дедім, сол үшін ізденіп кеттім, сол үшін бармаған жерім жоқ, бәрін қарадым, тегімді қарадым, текте дұрыс емес нәрсе болып жатты. Олардың барлығын жаңадай тазалап, сөйтіп болған кезде анамызбен миссиямыз аяқталған екен, оның қайтатынын білдім. Бірақ қарасам, артымда анам үшін де бізден кейін қаншама білімдер қалған. Ал ол білімдерді менен сұрайтын адамдар көп болды. Уже жайменде Құдай маған алдыма дәл мендегі болып жатқан ситуацияға жақын адамдарды әкеле берді. Кеше мына рилсті салатын кезде де сондай да. Демек Құдай айтады да, Айдана, сенің беретінің бар, адамдар іздеп жүр, мен саған алып келейінші деген сияқты. Демек бұл жерде тыңдап отырған әрқайсыларыңыз сабақты ешқайсыңызда бекер емес, бекер келіп отқан жоқсыздар. Әрқайсыңызды сүйріп алып келген ата-баба рухыңыз бар, мынау ата тегіңіз бар, тәлімгер періштеңіз бар, қасыңызда жүрген періштелеріңіз бар. Былайша айтқан кезде жарық күштері бар. Сондықтан осы
бүгінгі эфирде міне осы прана туралы, енді осы пранамен қасиетті бойдағы қалай қалыптастырамыз, қалай жасаймыз, сол туралы айтатын боламын. Жалпы мен осы кезге дейін бірнеше білім алдым. Мен тек қана прана оқыған маман емеспін. Ең бірінші регрессологиядан бастадым, одан чакралогия, одан түс жоруды да оқыдым, одан энерготерапияны оқыдым, энергочистканы оқыдым, слиперствоны оқыдым, биоэнергетиканы оқыдым, прананы да оқыдым. Былайша айтқан кезде энергиямен қатысты бүткіл саланы оқыдым. Бірақ оның ішінде барлығын құрастырып, мен өзіндік жолымды қалыптастырдым. Мүмкін сол себептен де шығар, кәдімгідей басқаларға ұқсамайтын бір ерекше өзімнің бір жолым бар. Осы жолда көмектесіп келе жатқаннан кейін нәтижеде өте көп адамдарда оқуға да көп адам жаңағыдай қызығушылықтарын білдіріп жатады. Именно менен оқуға. Бірақ маған оқуға келетіндердің көбі жаңадай ғой, бір ақша үшін оқып алайыншы, бизнес үшін оқып алайыншы. Мен ешқашан айтпаймын, сен мына терапияны оқысаң 5 миллион табасың, 3 миллион табасың, мынандай ақша табасың деп айтпаймын. Ең бірінші нәрсені айтамын, сіз елдің алғысына бөленесіз. Күнде Құдайды есіңізге аласыз. Яғни терапия жасаған сайын, жаратушы ием, осы алдыма келіп отырған адамның бойын, жан, тәнін, рухын емдеуге қолыма күш қуат берші, нұр берші деп сұраймыз да, ниет етіп, дәл сол адамға жақсылық нұрымызды құйып отырып, жұмыс жасаймыз. Сол кезде сіздің мына жүрек көзіңіз ашылады, қасиетіңіз одан сайын ашылады. Мына терапия жасаған кезде, планшет жатқан кезде сіз потокта боласыз, вибрацияңыз жоғары болады, және де кез келген қалауыңыз оңай орындалады ғой. Кәдімгідей сен ойламаған дүниелерді Құдайдың өзі бере береді. Ол ақша жағынан болсын, ол ішкі состояние болсын, ол жаңағы басқа да бір арман қалауларыңыз болсын, барлығы осылай жұмыс жасайды. Жалпы енді прана дегеніміз не? Так, прана дегеніміз не? Бір кері байланыс жасап қояйық. Мына жерде прана туралы білетіндеріңіз бар ма? Прана туралы естігендеріңіз бар ма? Жаза кетіңіздерші мына жерге. Мен шамалы аузымды кішкене демалтып алайын сіздерді оқып. Прана туралы қатып қалып жатырмын ба? Прана туралы жалпы білесіздер ма? Мына жерде мысалы қарап отырсақ, жалпы қарап отқан жоқпын, енді мен біліп отырмын ғой. Мысалы пранамен айналысатын адамдар да бар. Аңдып отырған адамдар бар, так, мынау айдана қалай жиналып отқан адамдардың бәрінде бе? Қызығыпты қарап отқандар бар, мен де осындай деңгейге жетсем деп. Осы деңгейдегі, осындай деңгейге жетудің ең бірінші құпиясы, бірінші орынға ақшаны қоймау. Бірінші орынға алдыңа келген адамға мен қалай пайдалы болам деген кезде сенің ниетіңе сай Құдайда дәл сондай жаңадай процестерді жүргізеді өміріңізде. Естімегендер де бар екен, естігендер де бар екен, оқуға ниет етіп атқандар да бар екен. Таза энергия, жерлік энергия. Прана Будда дінінен алған ба? Ешқандай да Буддаға қатысы жоқ. Божественная энергия, қорқып кеткенмін дейді. Таза энергия. Осы Салмат Байдана осы бойы қызым сенбей отырады, алақан ысып кетті дейді. Сендірет қастарыңызда мың жарық күштері тұр ғой. Қатып атырым ба қыздар? Прананы білемін, оқығамын дейді. Оқыған жандар да қарайды. Құдайдан келетін энергия ғой дейді, білмейді екенмін дейді. Так, енді давайте, онда прананы білмейтін жандар үшін тоже жаңа не істеп жүрейін, ақпарат айтып жүрейін, Жалпы прана деген, прана аударылған кезде оның мағынасы божественная энергия деп айтып жатыр, жаңа өмірлік энергия дейміз, яғни кез келген дүниеде прана бар. Прана деген энергия. Ең бірінші жер жаратылған кезде де бірінші энергия пайда болды. Прана пайда болды.
пранадан тіршілік пайда болды. Тіпті сен ананың жатырында жатқан кезде ең бірінші прана пайда болады, сосын барып сен пайда боласың. Енді осы прана терапиясы осы өмірлік энергияны басқара отырып, адамның бойын негатив пен позитивті энергиялар бар ғой, бетпе айналып жатқан негативті бөлек тазартып тастау, позитивпен қайтадан сол жердің барлығын толтыру, былайша айтқан кезде. Енді мысалы қараңыз, сіздің қолыңызда биоток бар, энергия бар. Барлық адамда энергия бар. Просто оны зарядтау керек, биоток ашылу керек. Осы энергияны зарядтаймыз де, міне прананы біз зарядтадық, ниет еттік, ниетімізге сай, мен уже бүйтіп отқан кезде қолым убырат ойнап жатыр. Өскен кезде бізде Құдай қолымызға нұр құяды. Біз ниет етеміз, жаратушы ием, алдымдағы адамға көмек беретіндей қолыма нұр құйшы деп, Осы пранамен бүткіл адамның тәнін тазалаймыз. Ең бірінші бүткіл жаңағыдай аура қабаттарын тазалаймыз. 7 аура қабаты бар адамның. Мысалы, мына физикалық тәніміз болғанмен 7 денеміз бар. Соның барлығын жаңа тазалаймыз. Одан 7 қуат көзіміз бар. Мына 7 қуат көзі таза болмаса, адамның өмірінде шиеленістер өте көп болады. Осыларды тазалаймыз. Тектен келе жатқан қарғыс дуалар, тіл, көз, сөз, теріс бағдарламаларды тазалаймыз. Одан бөлек адамның бойындағы дуа болса, жол байлау, жаңағы тұсау тұрады кейбір кезде аяқтарда, бойындағы қандай да бір сущностьтарды, жындарды, солардың барлығын тазалауға болады. Қараңыз, енді сіздің мысалы ойлаңыз, бойыңызда қасиет бар, и прана бар. И сіз ана нәрсені көресіз и тазалайсыз. Сіз тек қана просто бір қасиетпен отыратын болсаңыз, егер бойыңызда, ол кезде сіз қысыласыз, жасап беруге, сипалауға қысыласыз, болмаса ойбай аны қуып кетті деп айтады, мына қуып кетті деп айтады дейсіз. Ал сіз кәдімгідей сертификатталған халықаралық деңгейдегі маман болған кезде, сіз оны ұялмай адамдарға ұсына аласыз, бере аласыз. Және де тек қана ұшықтап қана қоймай, жаңағыдай сипалап қана қоймай, ол адамға беретін кеңесіңіз болады, айтатын дүниеңіз болады. Кәдімгідей адам келген кезде сұрағының жауабын тауып кетеді. Біз бұрынғы кездегі қасиетпен қазіргі кездегін салыстыра алмаймыз. Бұрынғы кезде адамдар да сол деңгейде болды. Себебі адамдарға ешқандай ақпарат керек емес, әйтеу тазаланса, ұшық берілсе болды. Ал қазіргі адамдар өте сауатты, барлығы өте білімді, және де ол келген адамға да сенде бере алатын ақпарат болу керек. Мінекей, осы прана оқуы арқылы сіз бойыңыздағы қасиетті толықтырып, екеуін біріктіріп, адамға кәдімгідей білімді, сауатты, былайша айтқан кезде қасиетіңіз қосылған прана маманы болып шығасыз. Түсіндіңіздер ғой, да? Енді бұл прана не только адамды ғана тазаламайды. Бұл прана бірінші өзіңізден бастап тазалайсыз, өз-өзіңізді тазалай аласыз, өзіңізге защита қоюды үйренесіз. Мысалы, кейбір адамдар болады, мен сыйпаймын, ана адамды қасиетін бар, білмеймін, қолым кетіп қала береді дейді, бірақ содан кейін қатты ауырып қаламын дейді. Вот сол адамдардан қалай қорғану керек? Және де энергетикалық байланысты қалай үзу керек? Адамның арман қалауына қалай жұмыс жасау керек? Осының барлығын біле аласыз. Өзіңізге жасай аласыз, бала-шағаларыңызға, отбасыңызға жасай аласыз, айналаңыздағы адамдарға жасай аласыз. Одан бөлек үйді тазалай аласыз. Прана оқуында үйді тазалау бар. Үйіңізді, бизнесіңізді, қандай да бір саудаңыз жүрмей жатса, пранамен тазарту арқылы энергетикасын жоғарғы вибрацияға көтеріп алып, кәдімгідей ол жерде бір клиент шақыруға дуа оқымаймыз. Ол жерде просто энергетикасын тазалаймыз. Адамдар таза энергетикаға тез тартылады. Сол кезде ана энергетиканы көріп, кәдімгідей келгісі келеді адамдар. Осылай біз клиентті де тартамыз. Және де машина тазалауға, үйді тазалауға, үйді сатуға қоятын болсаңыз да, машинаны сатуға қоятын болсаңыз да, просто так үйіңізді осы ұрыс-керіс көбейіп кетті, бүйтіп кетті, тазалап алайыншы десеңіз де, кәдімгідей жарық энергетикамен тазалап аласыздар. Осы энергияны үйдегі балалар тазаланған өте қатты сезеді. Кәдімгідей мықты жаңадай энергияның жарық болғанын сезінеді ғой, былайша айтқан кезде. Так, прана оқуында осы нәрселерді үйренесіздер.
Так, бірінші қалай өтеді? Пранотерапиясы жабық каналда, телеграм каналда сақтаулы тұр. Мен негізі оны приложениеге салғамын. Приложениені, мысалы, менде көп үлкен, жаңағыдай үлкен жастағы оқитын апалар бар да, түсінбейді екен. Сосын телеграмға ссылкамен кіріп етіп қараған оңай екен да ол кісілерге. Сондықтан ол телеграмда тұр, жабық каналда тұр. Мысалы, сіз қазір прана сабағын аласыз, одан кейін жабық канал бірден доступ беріледі сабаққа. Одан кейін жаңадай барлық ақпаратты аласыз, қарайсыз, танысасыз. 3 прямой эфир болады. Бұл онлайн сабақты айтып отқаным, иә. 3 прямой эфир болады. Ол жерде біріншісінде тоже топтық терапия болады. Бірлет сол қатысушылардың, оқуға қатысушы адамдардың. Және де сол жерде толыққанды сұрақ жауап былайша айтқан кезде полный жауап аласыздар. Анау сабақта ішінде детально түсіндіріліп тұр. И еще былай бөлек тағы да болады. Одан кейін екінші эфирде биоток ашамыз. Әрқайсыларыңыздың қолдарыңызға биотокты ашып берем. Үшінші эфирде уже біз қорытынды эфир жасаймыз. Бірақ постоянныға доступ бар. Менің осы шәкірттерім отырған группа бар. Сол группада отырасыздар, барлықтарыңыз нәтижелеріңізбен бөлісесіздер, пікір алмасасыздар, сұрайсыздар, білмеңіз, всегда жауап беріп жатамын. Мен жауап беремін, мен болмасам опыт бар, менің шәкірттерім жауап беріп жатады, осылай. Бұл жаңағыдай пранотерапиясын оқығаннан кейін адамда трансформация болады. Оқып жүріп та, сіз сабаққа жазылып жүріп те, өміріңізде бір тазалану, трансформация болады. Ол бірден күшті болып кету емес, кейде жаңа эмоциямен сынайды, адамды шайқап алады, сосын барып ашады деген сияқты, иә. Сондай нәрселерге де кейбір адамдар дайын болу керек. Осыны пранотерапиясын оқыған, менде мысалы үйрене алмадым, мынаны түсінбедім деген адам болған жоқ осы кезге дейін. Барлығы оқып, білімдерін алып, қазіргі таңда кем дегенде отбасына, үйіне көмектесіп отыр. Балаларына кәдімгідей температурасын түсіріп ал. Мен өзім температурасын түсіргенге дәрі пайдаламаймын, осы пранамен температура түседі, балалардың температурасы. Осыда кем дегенде үйіңізге, отбасыңызға көмектесе аласыз осы прана оқу арқылы, терапиясы арқылы. Жалпы түсіндік қой да, фотомен жасауға болады, видеомен жасауға болады, топтық жасауға болады, көп нәрсе жасауға болады. Енді қасиетін жоқ, мен дымдадан естімеймін, бірақ қызығам дейтін болсаңыздар да оқыңыздар, потому что биотокты зарядтап, қуаттаған кезде олайда менде жұмыс жасап жатқан қыздар бар. Ең бастысы адамға пайдалы болайыншы деп, сондай ниетіңізбен келген кезде, ниетіңізге сай жолыңыздың барлығы ашылатын болады. Жалпы прана сабағы туралы түсінікті ғой да. Менің жаңағы ученицаларыма біреуіне жазып жіберші. Менің группам Асияна номер деген ғой да. Так, прана сабағы туралы түсінікті болып жатыр ма? Сіздерде өз жерге прана арқылы тартылып келіп отырсыздар, былайша айтқан кезде. Түсінікті дейді. Космоэнергетикаға ұқсайды екен дейді. Космоэнергетиканы білмеймін мен. Прана оқу қанша тұрады? Түсінікті, иә. Қазір мен сіздерге мына жерге прямой эфирге мен даже пенсиядағы апаларға дейін бардым, менің шәкірттерім. Бәрі үлкен адамдар, бәрі де бір, білмей маған жайлы, сондай керемет адамдар келеді оқуға. Даусыңыз жылы қалғып отырмын, бұл норм ба дейді. Я норма. Сіз енді уже на вибрацияда отқаннан кейін болады. Сіздің терапиядан кейін түнде бастырылғандай қорықтым, бетімді тартып жатты, суырып дейді. Тазалап отқан ғой. Түсіндім, қанша тұрады оқу дейді. Аяқ тоңа берсе пранамен емдеуге болады ма? Болады емдеуге. Оң жағы иығыма ауырып, арқам удай ашып отыр. Сіз мен сөйлеп отқанмен де энергия жүріп жатыр сіздерде. Фототерапиясы бар ма? Иә, ішінде фототерапиясы да бар, барлығы да бар.
цистит да емдейді. Тек қана неге жасауға болмайды пранатерапиясын? Шизофренияға, психологиялық жаңағыдай ауытқуы бар адамдарға болмайды. Қалған аяғы ауыры болсын, жаңа туған нәресте болсын, барлықтарында жаңағыдай энергия бар. Так маған жоқ бұл емес. Жақсы гүл дейді. Жаңгүлхан. Мен қазір шәкіртім бар, мына жерде өзінің несімен бөлсін, қазір сұраймыз. Тоже сіздерге просто құр сөз болмасын, осы жерде бір нәтижемен болсын деп, тоже жаңағы шәкірттеріме айтқанмын. Саламатсыз ба, қалайсыз? Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Қалайсыз Жаңгүл ханым? Мен жақсы, күшті болып жүрмін. Энергиям кәдімгідей көтеріліп, рахмет сізге, мың алғыс басын дейім. Сізге де рахмет, сабақталғаныңызға. Мен осы прана биоэнергия сабағын оқымас бұрын көңіл күйім, сезімім мүлде басқаша болып алай-дүлей болған. Өзімді таппай жүрмін бе деп, 3 дипломым бар, мұғаліммін. Декретте отырған анамын. Содан бүкіл сабақтарды оқыдым, феншуй, бацы, оқымаған сабағым жоқ, психологияны да оқыдым, бірақ жүрегіме жақын нәрсе таппадым. Психологияны оқимын, бірақ та қатты сезім берілмейді ешқандайда. Сосын осы прананы оқығаннан кейін жүрегім тыныштық тапты. Үйімде отбасым берекелі болып бастады. Ең бастысы менің кішкентай балам операция дайындау керек болды жазды күні, сол себепті мен осы пранатерапиясын жасап көрейінші деп ниеттендім да. Жасап едім, операциясы сәтті өтті. Мен өзім жүрегім алай-дүлей болатын адам тып-тыныш, рахатта ұйықтап отырмын ғой, спокойно отырмын ғой, терапияны жасап тастадым да ұйықтап отырмын. Бір уақытта операциядан балам келсе, аяқ қолы ып-ыстық қой. Бүкіл ана врачтар, медсестралар таңғалады, балаңыз қалай тез қалпына келді, жыламайды, нәтижелі жақсы өтті, сәтті өтті балаңыз деп. Енді осы мінекей жуырда кешен алдың күні врачқа бардық қайтадан. Врач маған әлі айтып отыр, сіздің балаңыздың операциясы өзгеше өтті дейді. Сосын мен айттым, мен биоэнергетик пранамын деп едім. Мә, ол қалай деді. Сосын мен айтып едім, операцияның алдында мен сізбен бірге терапия жасадым дедім. Сол кезде баланың операциясы жеңіл өтеді, жақсы өтеді деп едім. Мен айтайыншы дейді, сіздікі ерекше өтті дейді. Мен дейді, басқа операциялардан қарағанда. Сосын мен сізге онда адамдарды жіберейін дейді, биоэнергия терапиясын жасап, бірақ келіңдер. Потому что операция ауыр өтеді дейді кейбір адамдарда. Оны мойындап тұр ғой, врачтың өзі мойындап тұр. Бірде-бір 3 клиниканың врачы жүрген, врач мойындады ғой мені. Соған басын дейіп кеттім ол кісіге де. Өте керемет Жаңгүл ханым. Қандай керемет нәтижелер. Сосын ең бір керемет нәтижесі, менің анам өте мазасыз адам болатын, түн ұйқысы тыныш болмай, 4-ге дейін ұйықтамайтын да. Мен осы оқуға келген күні мамам түс көріп, 7 нан таратты деп айттым ғой сізге. Табаннан пісіріп таратқан. Сол кезде мамам үйде болатын да. Бірақ мен терапия жасамай, мамама осы сабақты айту арқылы мамам деген басқа қалаға кетіп қалды. Сөйтіп мамам айтады ғой, мен деген тынышталып қалдым дейді, түнде ұйқым жақсарып қалды, баяғындай қорқыныш миымда мазасыз ойлар бәрі кетіп қалды дейді. Менің қасымда жүріп, мамам тәуіп кеткен ғой. Сол оқуды оқып жатқан кезде. Әсер етеді. Оқып жүрген кезде даже осындай мықты жоғары вибрация волнада боламыз ғой, сол кәдімгідей айналамызға әсер етіп кетеді ғой. Сондай болған сізде. Сонымен үйді тазалаған кезде бүкіл үй балаларымның іштері өтіп бірінен бір очищение болып тазаланып, кәдімгідей бүкіл балаларым іші өтіп, бәрі айтып отыр, мама не болып отыр, біз деген күнделік тамақ жеп жүріп қой деп. Ол бір күнде емес, біреуінікі бір жұмадан кейін, біреуінікі бір жұмадан кейін солай. Әркімге әртүрлі әсер ете бастады. Қызымның тәй сізге қайта-қайта жалғырстай беретін едім ғой, подростковый возрастта жүр деп. Ол өзімен өзі жақсы болып кетті. Терапия жасап едім, өзі өткенде мама терапия жасаш деп келді. Жасап едім, мама мен груз бар ғой, ауыртпашылығым бәрі кетіп қалды, сен тартып алдым дейді бәрін былай. Баламды айтады, ұйқым жақсарды, мен анау жаман ойлар мазалай беретін дейді, сол кетіп қалды дейді балам айтады. Жолдасым, фототерапия жасағам, жолдасым 2 күн іші өтіп тазаланып қапты. Керемет. Енді сіз мысалы оқуға келген кезде кейбір адамдар айтып жатады ғой, жаңағыда күйеуім қарсы болады дейді. Сіздің күйеуіңіз қандай көзқараста болды жалпы?
Менің күйім ешқандай көзқараста жоқ. Мен білім алуыма ол ешқашан кедергі жасамайды. Ол мені тек қолдайтын да. Тек қолдайды. Бүгінгі күні қолдап бар кафеге барып, шайыңды ішіп, рахаттанып отырып, кафеге жіберіп отыр мінекей. Екі балам бар, декретте отырмын ғой, екі кішкентай балам бар. Біреу 2 жаста, біреу 5 жаста. Сол үлкен балаларым подросток, мысалы үшін 15-те, 16-да. Олардың жаңағы қазіргі ауыртпашылық кездерін ғой, подросток возрастымен жаңағы биттей балалар, 3 жастағы баланың барлығына осы терапия маған күшті көмек беріп жатыр. Балаларым жаңағыдай өзгеріп кетіп жатыр кәдімгідей. Терапия жасашы деп келеді. Балам жаңағы мазасызданып кеткен күні терапия жасасам, тып-тыныш ұйықтап қалады, тіл көз сөз тиген сезіп қалам уже адамдар келгенде. Сразу моментально жылап бақырып кетемін, уже ұйықтамайды түнімен. Сол кезде терапия жасасам рахат, қаяқтан не істесем болады демейсіз, тек қана өз қолыңызда бар рахатта, соны тек пайдаланасыз болды. Мен еще клиенттарға жасап жүргенде маған терапия жасаған адамдар өзгерістерін айтты. Солар алғыстарын жасаған кезде менің энергиям вообще көкке көтерілді. Одан кейін бір жаңағындай көршім баласын анда да апардым, мында да апардым, Қытайға да апардым, 75 мыңға анда да апардым, леченияға ешқандай көмектеспей жатыр. Ертең бір басқа укол система салам ба деп отырғанда мен барып терапия жасап беріп едім. Ешқайда апарған жоқ. Баласы тәуір болып, өз Турцияға кетіп қалды. Керемет. Ол әйтпесе ертең система салам деп отырған адам. Жангүл ханым, міне қараңызшы, сізде қандай керемет нәтижелер болып жатыр. Сіз енді осы оқуға келген кезде ойладыңыз ба, сіз осындай нәтижеге жетем деп? Дәл осындай нәтижеге жетем деп те ойламаппын. Мен осы ең бастысы осы өзім миссиямды табу деп ойлайтынмын да. Өзім миссиям тапқанымда осы куәсі болып тұрған сияқты. Өзім миссиям негізі жетілік қасиетті сан деп өзім айтатынмын да. Сосын мен кішкентай кезімнен бәрі маған киелі деп айтатын да. Мен үйдің киелісімін, киелі қыз деп айтатын, қолымнан келмейтін дүние жоқ, шебер қыз, ақылды қыз, дарынды қыз деп. Сол елдің бүкіл, мен сосын сізге айтайын, мен өзім қасиетімді мойындамағам да. Мен осыдан бұрын мойындағам, студент кезімде мен құрбым бала көтере алмай жүрді 3 жыл бойы. Мен сол кезде 19-18 жастамын. Сүме кіреді, ол ақ көйлекпен күшті болып жүрген. Сосын айтам, сен көтересің деймін. Ол 3 жылдан кейін, мен айтқаннан кейін келесі айда көтеріп тұр ғой. Сол кезде мен андай маған аян беріліп, жаңағындай жұртқа мынау жұрттың миын өзгертіп жіберетін горловой чакрам биік болғаны, енді соны бүкіл анализ жасап жатырмын ғой. Соны мен өткенде бір қыз, депрессияда жатқан бір қызды мен горловой чакрам арқылы, ол қызға жаңағындай чакра талдау арқылы, ол қыз депрессиядан шығып, миллион табысқа шығып кеткен ғой. Керемет, өте керемет. Ол деген 300 мың тауып жүрген қыз, мен айтқам, сенің потенциалың бар деп, оған күшті жаңағыдай чакра анализ жасап жүрген ғой. Сен 2 миллион табыс табатын қабілетің бар деп айтқамда. Ол қыз деген кәдімгідей таңғалып жатыр ғой маған. 4 айдан кейін бірақ жазып жатыр отзывын. Ол андай тұйық адамда бүйтіп ашыла бермейтін. Жалпы сол оқуға, сіз апрель айында кетсіз оқуға. Сол апрельден бері, сол кезде келген кезде, ал оқуды алар кезде бір күмән болды ма? Қорқыныш болды ма? Қалай болады екен? Ол мен алып кете аламын ба? Қолымнан келе ма? Деген сияқты. Жоқ, ешқандай қорқыныш болған жоқ. Менің бойымда ешқандай, мен оқимын дегенде менде қорқыныш болмайды, менде просто қызығушылық бітіп қалатында. Бұл оқуға келгенде менің қызығушылығым біткен жоқ. Қазір мен әрмен ақырын осылай биоэнергия туралы күнде оқи берем, психологиямен бірге байланыстырам. Ең бастысы мен психологияға ең бірінші осы жағдайымды айту, сіз сияқты нешелер сынақтан өттім ғой. Өтпеген сынақтарым өте көп, мысалы үшін өткен сынақтарым өте көп. Сосын психологқа бардым, 300 мың дейді приемым, 300 мың. Соның консультациясын алған кезде бүйтіп айтты маған. Ең бірінші сенің қабілетің деді, қабілетің бар деді. Ашылмай тұрған энергияң көп деді. Мен жеке психологта жалдадым. Еш нәрсе болмайды жан жақтан. Пранаға келіп едім. Жаңағы психологтардың айтуынан миым ашып кетті ме, қабылдамайды ғой. Как энергиям тазаланды, бәрі тез қабылдап жатырмын. Қазір уже басқаша қабылдап жатырмын ғой. Психологтың өзі мойындады ғой. Энергиясы таза емес адам басқа затты қабылдамайды деді ғой. Вот сол сізді полностью тазалап сол жерге апарған ғой. Осы прананың құдіреті сода да. Адамдарға қоп жаңадай. Мен прананы сезіну керек просто осылай. Прананы 1 жыл бұрын мен терапияға 30 мың теңге деген Динараға барайын деген кезде мен сол күні білмеймін, ақшам да бар, бара алмай қалдым да. Білмеймін.
психотерапияға барып жаңағындай не алдым да, терапия алдым, бірақ та ешқандай сезім де жоқ, ешқандай жеңілдік те жоқ. Сосын бір жылдай содан кейін осы неге осы менің алдымнан шыға береді прана энергия деп, жаңағы әйгілілер шыға береді, бірақ түсінбеймін де. Бірақ сіз шығып эфирді айтқан кезде менің жүрегім дүңк ете қалды ғой бүйтіп. Мынау маған керек оқу екен ғой деп. Сізден қабылдадым ғой, сізді қабылдадым ғой мен. Иә, андай энергиясы жақын адамдар болады, адам түсінеді да, осы адамға тартылайыншы, осы адам деген сияқты. Сондай адамдар болады жалпы. Өте керемет, Жаңгүл ханым, рахмет. Мына менің шәкіртім Жаңгүл ханым, Астана қаласынан. Егер Астана қаласынан міне мына жерде қарап отырған жандар болса, офлайн осы кісіге жазылсаңыздар болады. Нәтижелерін көріп отырсыздар. Маған келген былайша айтқан кезде әрбір жан ешқандай құрдан құр адам еместер да, барлығы да бір қандай да бір бойындағы бір жаңағыдай қасиеттері бар адамдар ғой. Тек терапияға оқуға келген кезде ашылып кетіп, одан сайын алапат энергиямен толып жатыр да. Осылай барлығымыз осы Қазақстанды жаман энергиядан тазалап, адамдарды тазалап жүре берейікші. Жаңгүл ханым, сізге сәттілік, рахмет, көп өзіңіздің нәтижеңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Рахмет сізге, рахметім алғыс сізге. Жақсы. Қалай суретінен? Сіз басшы бересіз. Болдым ба? Жоқ, болған жоқсыз әлі. Қай жерден шығады екен? Просто так, міне Жаңгүл ханым, бұл менің бір ғана шәкіртім. Енді бүгінгі эфирге бірінші шәкірт жетеді. Әйтеуір кеше мен қатысайыншы деген 3 шәкіртті сразу бірінші жазғандарда, давай бөлісесіздер ма, мен осы адамдарға көрсетейінші сіздерді деп сөйтіп жасап жатырмын да. Ешқандай адам оқытып жатқан адам ешқандай шәкірттеріне бүйтіп реклама жасап жатқан жоқ. Сондықтан мен шәкірттерім алсыншы, потому что мендегі шәкірттерім барлығы тегін адамдар емес. Сондықтан міне Астана қаласынан болатын болсаңыздар, офлайн барыңыздар, пожалуйста, Жаңгүл ханымға. Так, түсіндіңіздер ғой, иә? Міне бұл бір ғана қазір тағы да бүгін өткізсек пе екен, или ертең өткізсек пе екен? Сіздің ұстазыңыз кім? Менің ұстазым жетеді. Мен қай ұстазымды айтайын? Ұстазым деген көп. Мен көп адамнан білім алғам. Прана алам ба? Мен жалғыз бір адамнан прана оқуын алмағам да. Мен прананы міне Динарадан алғам. Динара Дәулеттен, Индирадан алғам Астанада. Одан Ибрахим Паранжаяның өзінен алғам терапия. Мен мысалы бір адамнан толдым демеймін. Жан-жақтан іздеймін, бір өзімді тапқанша былай іздей беретін адаммын да. Сөйтіп одан бөлек менің оның алдындағы энергия терапияларым бар, сабақтарым бар. Оның барлығы бірігіп менде прана терапиясында оқуында осындай бүткіл білім беріледі сіздерге. Мен Ақтөбе қаласынанмын. Кім жүріп жатыр? Так, мен екінші шәкіртім, мен тоже қазір өзінің нәтижесін бөліссін. Саған қаншама адамдар отыр, мына жерде маған запрос тастап отқан. Бәрі сөйлескісі келіп жатыр ғой менімен. Так, Ализа ханым, бұл кісі Шымкенттен, жақында мен офлайн барып қайттым Шымкентке, сол жақта оқыған шәкіртім. Бұл кісіде шамалы уақыт болса да, бір ай болды ма, болмады ма білмеймін. Өте керемет нәтижелер жасауда. Майра да кірді, қазір еще клиенттің нәтижесімен де бөлсем. Ализа ханым, саламатсыз ба, қалайсыз? Бұл кісі қатып жатыр ғой, что-то. Айдана ханым, қалпағыңыз керемет, жылы, жеңіл дейді. Керемет, игілігіңізге киіңіз. Ол да менің энергиямен жасалған дүние. Өте керемет, мощный жұмыс жасайды. Ализа ханым, қатып жатырсыз, қайтадан шығып, қайтадан кірмесеңіз. Ализа ханым, так, эфирден шығып, қайтадан кірмесеңіз, что-то сет ұстамай жатыр. Кімге жазшы, Майраға?
Ализа ханым, мен мына жерде қалай ол кісіні бүйтіп өшіре аламын? Мен хат атқан жоқпын ғой, сіздерге. Майра, отырсыз ба? Майра, неге шыға қойыңызшы маған? Кім? Иә, неге шықты? Так, Майра, сәлем, қалайсыз? Сәлем. Шүкір. Так, мен сразу Майраны қосып жіберіп жатырмын. Бұл Майра менің мобилографым болған. Примерно бір 3-4 айдай ма, біз таныспыз, даже 5-6 айдай ма, иә? Таныспыз. Мобилографым болып алды. Қандай да бір ситуациялар, қиын жағдайда жүрген, сол уақыттарда отбасында, жаңағыдай, өзінің отбасында, әке, мама жағында отбасында проблемалар, қиындықтар болып жүрді. Сол кезде бұл кісі менен терапияға қызығып кетіп, сол мобилограф болып жұмыс жасап жүрген ғой, терапия алады менен. 3 күн қатарынан терапия алады. Содан кейін өмірінде бір керемет өзгерістер болып кетеді. Давайте сонымен сіз өзіңіз бөлісіп беріңіз. Иә, біріншіден барлықтарыңызға сәлем. Үйде қонақ болып жатыр, соның өзінде де уақытымды бөліп Рахмет. шығып жатырмын. Иә, енді не айтайын, сізден сол терапия алғаннан кейін біраз өзгерістер болды. Енді бір айға жетер, енді шамалы қиындықтар болды. Содан кейін барлығы өз ретіне, уже жүрегім тынышталып, бір Аллаға сеніп, сіздің бірінші Алла, екіншіден сіздің сол терапияңыздан кейін біраз дүние өзгерді. Ойда жоқта бизнеспен айналысып кеттім. Өзім вообще мобилографпын ғой, қаншама проекттерім бар. ЖК-да да істедім, сол мебельде де істедім. Сөйтіп жүргенде мебельный цехымен, офисімен, барлығымен сол бизнес бастап кеттім, шүкір Аллаға. Қазір бупель болдым, осы жақында 6-шы бала, күміс алқа деймін. Негізі сол ажырасу үстінде болды. Көптеген қиындықтар болды, түсініспеушіліктер болды жолдасым екеуміздің ортамызда. Қазір Аллаға шүкір, 6-шы балапанымыз дүниеге келді. Бизнесіміз жүріп жатыр, и жақында уже машиналы болдық. Негізі барлығы сол машинамды барлығын салып жібергенмін сол бизнеске рисковать етіп. Аллаға шүкір. Қазір барлығы реттеліп, әйтеуір. Жалпы сол сондай состояние жүрген кезде ойыңызда болды ма? Осындай мен мебельный цех ашып кетем, осындай машина алып кетем, жағдайым осындай болып кетеді деп ойладыңыз ба жалпы? Негізінде бастапқы кезде ойлаған жоқпын. Содан кейін жүрек тынышталғаннан кейін, сосын қосымша тағы да бір курстарға барып жүрген болатын, сосын отырып жаздым. Қалауымды жаздым да. Вообще жазу керек дедім. Мен никогда жазбайтын, ойымда жүреді, бірақ жазбайтынмын. Кәдімгідей қазір қарасам, машинаны да жазыппын, мебельный цехты да жазыппын. Соның барлығы қазір орындалып жатыр. Енді былай қарасаң, сказка сияқты, бірақ шыны керек, ол дұрыс шын дүние да. Просто жүрек тынышталып, барлығы реттелгеннен кейін бәрі өз ретімен болады екен. Керемет, Майра ханым. Майра өте пысық қыз. Енді мен танитын болғасын, қасында көз алдында болып жатқан, нәтиже болып жатқасын мен бұл кісіге айтып жатырмын, давай бөлші сен депші. Себебі менде бірыңғай жаңа ішкі состояниесін бәрін сұрай беремін да адамдардан. Именно материальный жағын сұрамаймын да. Сен мен көз алдында өсіп жатқаннан кейін саған өтініш жасап жатырмын. Еще бүгін Майра қонақ шақырып жатыр екен, соған қарамастан. Иә, менің көңіліме қарап. Басында біраз қиындық болды. Енді сізбен бөлістім ғой. Әкемді подставить етіп, 2024 жылы 10 ай бойы сезонмен үйдің ортасында кәдімгідей әлі күнге шейін көзіме жас келеді. Ол күндер есіме түссе. Ол күндердің барлығы артта қалды. Сіз өткен айттыңыз, материалдық жағынан егерде адамды сынаса, ол түк емес екен. Ақша ол келеді, кетеді. Аллаға шүкір деймін да. Әрбір қиындықтың артында бір жақсылықтың бары анық. Тек жүрек тыныштық керек, Аллаға тапсыра білу керек. Аллаға шүкір, ақша да қайтты, барлығы да шүкір, өз ретімен. Ең бастысы деніміз сау болсын. Сізге көп рахмет. Терапияңызды әлі де алғым келеді. Сол прананы оқиын ба деген ниетім бар. Сол менің де алақаным қызады. Балдарымды фатихамен өзім емдеп алам, түстер көрем, аян түстер көрем. Сол 5-ші баламды Мұхаммед деп қой деп, сонымен Мұхаммед деп қойдым. Қашан туатын машин, кейде көрем түстерім, бірақ түсінбеймін ол қаяқтан қалай екенін. Бұйырса енді прана терапиясын оқып алсам,
Құдай қаласа. деген ниетім бар. Аха, рахмет, Майра ханым, көп рахмет нәтижеңізбен бөлісіп Сізге жатқаныңызға. рахмет. Көп адамға мотивация болып Өсе жатсыз. беріңіз, сізде барлық адамдарға енді осындай керемет күш беріп жатсыз ғой, ол да бір Алладан келген бір қасиет қой. Сізге көп рахмет. Тек Рахмет. батасын алып жүре беріңіз. Аумин, Өре аумин. беріңіз, өсе беріңіз. Давайте. Аумин, рахмет. Так. Майра, аха, шығып кетпесе шыға алмайды екенмін. Бұл менің көз алдымда қасымда жүрген абайларым, өзіне терапия жасағам 3 күніне осындай өзінің нәтижесімен бөлісіп жатыр. Так, енді жалпы кім прана терапиясын оқуға ниетті? Жазыңыздаршы, кім ниетті оқуға? Нәтижені көріп жатсыздар. Қандай өзгеріс болатын. Просто мен сіздерге бір пример көрсеттім. Егер ол аз десеңіздер, күтіп отыр шәкірттерім тоже. Ойлап отырмын, мына терапияны мүмкін тағы 2 күн жасаймын депші. Негізі полный курс 3 сеанстан тұрады ғой. Мүмкін сіздерге тегін 3 күн терапия жасап беремін. Майра өте кемел келіншек екен дейді. Өте тоже көретіндері бар, қасиеттері бар. Сол кісінің көп әйелге бір энергетикасын, жолын берсін деймін. Себебі 6 баланың анасы, соған қарамастан көп шаруалары көп, жүгіріп жүреді. Мобилограф жаңа түсіріп жүрсе де, мебельный цехы бар, анда да жүгіреді, мында да жүріп, былайша айтқан кезде өте энергичная сондай адам. Ама, жасаңызшы, ура дейді, қуанып отыр бәрі. Жақсы жасаймыз. Так, енді прана терапиясы курсының бағасы жалпы нарықта, егер интерес қылып жүрген адамдар болса, біледі. Оның мұндай арзан тұрмайтын. Кемінде 500 мың, 600 мың деп жатыр, 350 мың, 300 мың, 400 мың, иә, солай көрсетіп жатыр. Мен енді бұл жерде бизнес қуам деп келген адамдар емес, бұл жерде ақша қуам деп келген адамдар емес. Просто так өзінің бойындағы сондай да бір қабілетті адамдарға осы білім алып отырып, берейінші деген ниетпен келіп отырған жандар. Осындай ниетпен мен тоже ол терапияны жеңілдікпен, 50% жеңілдікпен бергім келіп отыр, прана оқуын. Енді прана оқуында мынандай халықаралық деңгейдегі QR коды бар, сертификат беріледі. Бұл кәдімгідей Дубайдан келген сертификат, тіркелесіздер сайтқа осындай халықаралық деңгейдегі прана маман деген атақтарыңыз болады. Бұл Ибрахим Паранжайын өзінен алынады, яғни прананың негізін қалаушы кісіден аламыз. Жаңаға айтып кеткендей, Жангүл ханым да айтып кетті, медицина кәдімгідей уже мойындап жатыр дейді. Бұл медицина жалпы 50 елде мойындалып болған прана. Себебі әрбір операцияның алдында прана мен биотокпен емдейді. Сосын барып терапия жасады. Бұл кәдімгідей ғылыми түрде дәлелденіп, сосын барып осылай халықаралық деңгейге таралған осындай білім болып кеткен. Просто біз түсінігіміз жетпейді, болмаса діннің шекарасына шыға алмаймыз. Ойбай, ширк, анау мынау деген сияқты. Оның жаңа Құдайға серік қосу, Аллаға серік жоқ, Аллаға серік қосу емес. Бұл Алланың беріп жатқан сіздерге мүмкіндігі. Құдай айтады, ойбай, сендерге беріп жатырмын ғой бәріне. Алсаңдаршы, оқысаңдаршы, үйренсеңдерші, жасасаңдаршы дейді. Біз барамыз, алақанымызды жайып күтіп отырамыз да. Ол міне осындай білімдер арқылы келіп жатыр. Осындай адамдарға жаңағыдай беретін дүниелер арқылы келіп жатыр ғой. Просто сіздер аласыздар да оны пайдаланасыздар өмірлеріңізде. Болды. Ол бір табынып кету емес, серік қосу емес. Бұл жерде Құдайдың берген ілімін адамдарға пайдаңызды тигізіп беру, былайша айтқан кезде. Түсіндіңіздер ғой да? Так, енді жалпы прана оқуы онлайн және офлайн. Кім онлайн алғысы келеді, кім офлайн алғысы келеді, тоже жаза кетіңіздер. Офлайн менде 5 қала бойынша жүреді. Бірінші Астана қаласы, одан кейін Алматы, Шымкент, Ақтау, сосын Ақтөбе. Осы 5 қалада мен офлайн өткіземін. Мен деген осы қала аралап жүргем. Мен ешқашан таргетке шығып, осында қалаға баратырмын деп айтпағам. Но бірақ әйтеуір өзімнің адамдарым бар, солар үшін оқытып келемін, солар үшін терапия жасап келемін. Білмеймін, Құдай өзі келетін адамды ешқандай жарнамасыз-ақ алдыма келтіріп жатыр. Сондықтан осындай мүмкіндікте жазылай аласыздар. Офлайн осы қала бойынша, 5 қала бойынша
Одан кейін онлайн уже барлықтарыңызды ала аласыздар. Офлайн жазылғандарға онлайнда сабағы бірге қосылып беріледі. Ал онлайн алған жандар тоже офлайнның адамдармен бірге бір группада барлықтарыңыз бірге отырасыздар. Түсіндіңіздер ғой да? Так, офлайн. Енді офлайн оқудың бағасы. Офлайн оқудың бағасы прана, биоэнергетика маман алу үшін бұл курстың бағасы, негізгі бағасы 600 000 теңге. Мен жаңағы 3 адамнан білім алдым ғой. 3 адамнан білім алғаныма маған примерно 1,5 миллиондай ақша кетті. Енді қараңыз, 600 000 теңгеге бұл жерде кейбіреуіңіздің қалтаңыз көтереді, кейбіреуіңіздің қалталарыңыз көтерілмейді. 50% жеңілдікпен тек просто бүгін эфирде отқандарыңыз үшін шынымен керек адамдар болса, осы эфирді пайдаланып, осы оқығысы келген адамдар алсыншы, сондай доступны болсыншы деп осындай бағамен қойып отырмын. Не үшін 300 000 теңге одан мен артық түсіре алмаймын? Ол құндылығы жоқ сабақ, көріп отырсыздар ғой. Ол мысалы қаншама адамның өмірі құнсызданбайтын дүние. Бір адамға емес, сіз бірнеше адамға көмектесесіз. 300 000 теңгеге оқисыз да, өмір бақиға, өміріңіздің соңына дейін, тіпті мына ұрпағыңызға дейін қалатын білім, былайша айтқан кезде бар ғой. Сіз ол 300 000 теңгені мысалы ауырып қалсаңыз, анда да, мында да дәрігерге апарып, укол алып, керек емес дүниені, бүткіл ағзаңызды бүлдіретін дүниемен құрып тастайсыз да, кетіп те жатыр. Ал сіз мына білімді алып алсаңыз, қолыңыздағы бар дүниемен сіз экологичный, ешқандай ағзаңызға химикат кіргізбей отырып, сіз тазалай аласыз. Түсіндіңіз ғой да? Офлайн бағасы 300 000 теңге. Офлайн оқитын жандар бар ма? Ура, рахмет, 300 000 теңге дейді. Офлайн оқитын жандар бірден төлем жасай аласыздар. Қазір мына жерге жазамын мен. Сен Асылжан жазып жіберші. Каспий Голд мен номерімді жазып жіберді. Перевод. Сосын егер удаленка, рассрочка алам десеңіздер, мен үстіне пайыз қоспаймын деп шештім. Себебі ол қазір менен ұстап қалады. Ладно, оны лучше менен ұстасыншы, сіздерден ұстамай ақ қойсын, сіздерге пайдалы болсын бастысы деп солай қойып отырмын. Қазір мына жерге жазады. Сонымен осы эфирде отырғандарға ғана осындай жеңілдік. Атап бұндай жеңілдік жоқ. Осы эфирдің соңына дейін осы жеңілдікті пайдалана аласыздар. Енді онлайн оқитын жандарға көрдіңіздер, энергияның онлайнда, офлайнда ешқандай айырмашылық жоқ. Жангүл ханымды мен өмірімде көрмегем. Астанаға барған кезде мен адамдарынан босамай көре алмай кеткеміз бір рет барған кезде. О кісі онлайн алды сабақты, онлайн биотогын аштым, онлайн жұмыс жасады, онлайн оқыды. И сол нәтижесімен де күшті результат көрсетіп жұмыс жасап жатыр. Көріп жатсыздар ғой. Вот, сондықтан да онлайнның да нәтижесі өте күшті. Онлайнның бағасы 400 000 теңге, 50% жеңілдікпен 200 000 теңгеге. Енді жүрегім жылайды, конечно, 200 000 деген былайша қараған кезде сабақтың құндылығын түсірумен бірдей болып тұр ғой. Мынау не, мен бетім не істеп тұр? Түсіру болып тұр ғой құндылығын да. Бірақ енді барынша сіздер мүмкіндікті пайдалансыншы. Себебі мен көп адамды көрдім да, көп адам жазды маған. Мынандай осындай қасиет қысып жатыр, менде мынандай жағдай болып жатыр, қалай көмектесем, ата тегіме қалай көмектесем, отбасыма қалай көмектесем, өзіме қалай көмектесем деген толассыз хаттарды көрген кезде, жарайды бір мүмкіндік берейінші деген сондай Құдай ниетіме, көрдіңіздер ме? Bir түрі рилсі бар да, рекке шығарып жіберді ғой сол ниетіме. Осы жерде көріп отырған адамдар да сіздер бірінші рет көріп отқандарыңыз бар, бұрыннан қарап келе жатқандарыңыз бар. Ол бекерден бекер емес. Сондықтан осы мүмкіндік сіздерге былайша айтқан кезде беріліп жатқан дүние, соны пайдаланыңыздар. Мына жерге міне прикрепить етіп қойдым. Осы номерге жазасыз, не жаздың? Жоқ, олай емес қой, Асылжан. Жоқ, перевод жасайтындар, мен номерім жазбағансың ғой. Жоқ, екеуін бірге жазбасаң, ол бірге қыстырламаймын ғой. Так, онлайн оққандарға да халықаралық деңгейдегі сертификат беріледі. Мына сертификат, бұл сертификатты мен еще, ол менің жаңағы тек қана оқуымның ақысы емес, сертификаттың да ақысы. Себебі мен сертификатты Дубайдан, ұстаздан сатып алам. Әрбір сертификатты сатып алам мен өзінің ақшасына. Сондықтан да бұл жерде сіздер ешқандай да ұтылмайсыздар.
ата тектен қасиетін сатып алсаң да келмейді де ашылмайды дейді. Бұл жерде сіздің бойыңыздағы қасиетті дамыту жолын айтып жатырмын. Біліммен қосып ұштастыруды айтып жатырмын. Бұл жерде мен тегімді сатып атқан жоқпын. Бұл жерде қасиетімді сатып атқан жоқпын мен. Ешкім қасиетін сата алмайды. Даже сатса да оны бере алмайды. Бұл жерде сіздер жаңағыдай түсініңіздер, бойыңыздағы просто қасиетті ашып осы білім арқылы дамытыңыздар деп жатырмыз. Так, Алматы офлайн қашан болады? Алматы декабрьде болады. Декабрьдің басында болады. Астана декабрьдің аяғында болады. Әжеге, ана ести алмай жатырмын. Қаяқта еді? Қаяққа жазып едім? Болды деп жазып едім, ана ұзақ қана қазір адамдар оқуға отырмайды ғой ана. Ладно, кете берсін. Так, жалпы түсіндіңіздер ғой да? Офлайн оқыту неше күн болады? Офлайн оқыту 3 күн болады. Сіздер мысалы офлайн аласыздар ғой сабақты, офлайнда алғанмен бәрібір сіздер қазір оплата жасасаңыздар бірден сабаққа доступ береді. Айтпақшы мен ең маңызды нәрсені ұмытып кеттім ғой. И еще бұл сабаққа білесіздер ма, сіздер чакрология курсы беріледі. 100 000 теңге тұратын чакрология курсы. Чакрология курсы деген жалпы қуат көздерін, мына деңгейлерін білу, солармен жұмыс жасау, ол қуат көздері адамдардың өміріне қалай әсер етіп тұр, оны қалай ашу керек, қалай жасау керек, миссияңыз не, ол жерде ақша потогыңыз, ақша каналыңыз қалай, соның барлығын анықтай аласыз да. Өмірге келгендегі миссияңыз не, қазіргі миссияңыз не, соның барлығын анықтай аласыз. Сөйтіп, жаңағы осы сабақ полностью сіздерге бонус ретінде беріледі. Бірінші осы чакрологиядан бастаймыз. Чакрологияны полный оқып аласыздар, түсініп аласыздар, и прананы алып кету оңай болады. Потому что біз прана терапиясында мына 7 қуат көзімен және де 7 аура қабатымен жұмыс жасайтын боламыз. Түсіндіңіздер ғой да? Рисктарда дірілдеп жатады ғой, сондай ма прана дейді. Бүткіл адам дірілдей бермейді. Адамның энергетикалық қаншалықты таза, лас, сезімтал, соған байланысты болады. Давайте, онда мен мына жерге тіркеп қойдым. Осы тіркеген бойынша терапияны алып үлгере аласыздар, онлайн және офлайн. Кім онлайн алғысы келіп отыр? Ақшасын естідіңіздер, кім офлайн алғысы келіп отыр, жазыңыздар. Онлайнның бағасы жеңілдікпен, 50% жеңілдікпен 200 000 теңге. Тек осы эфирде ғана, эфирден шыққаннан кейін мен алайын деп едім деп жазбаңыздар маған. Тек эфирде отырғандарыңыз үшін осы жерде себебі көру керек, осы сабақты есту керек, адамдар отырды, сол себепті жаңағыдай жасап жатырмын сіздерге жеңілдікті. Россиядан рассрочка бар ма дейді. Мүмкін өзіңіздің жаңағы мемлекетіңізбен жасап алыңыз, рассрочка бірдеңе алып, сосын барып төлемесеңіз, а так бізде ондай рассрочка жоқ. Офлайн оқыту 3 күн болады. Ақтөбеде сразу бастаймыз. Осы бүгін жазылғаннан кейін адамдарды жинап, потогын жинап, уже біз сабақты бастаймыз. Уақытын сразу айтам. Эфирдің энергиясы керемет болып тұр дейді. Ализа ханым, рахмет. Көтеріліп ауырғанды емдемей ма, анама жасайын деп едім дейді. Анаңызға жасаңыз, нәтижесін береді. Ертең алсам бола ма, қазір қолымда ақша жоқ дейтін жандар, предоплата жасап қоясыздар. Осы сумманы сақтап қою үшін. Ред, рассрочка бар. Удаленка жібересіз. Мына жерде көрсетіп тұр ғой номер. Міне Каспий Голд перевод жасау үшін. Народный болса да осы номерге жасайсыздар. Удаленка керек болса, рассрочка жасайтын болсаңыздар, ред болса, онда міне төмендегі номерге жазасыздар. Асылжан сіздерге удаленка жіберетін болады. Аяқ ауру, болады оқуға. Ешқандай, сіз наоборот аяғыңыз ауру болып жүріп, балаңызбен бірге тазаранасыз. Ақтауда офлайн уақыт қай мезгілде? Ақтауда январда. Психический ауруды емдемейді деп едіңіз, және осы прананы сол үшін алғым келеді дейді. Психический ауру болғанда, егер адам есін білмесе, психологиялық ауытқу кәдімгі жоғары деңгейде болса, конечно, болмайды ғой, ол көтеріп жіберуі мүмкін. Сіз олай айтып отқан жоқсыз, мен оны басында түсінбегенмін ғой. Көтеріліп дегенге мен ойлап жатырмын да, басы қысып ауыратын адамдар болады. Көтерілудің түрлері өте көп қой.
Соған байланысты айтып отырмын. Предоплата қанша төлеу керек? Өзіңіз білесіз, 5.000-нан жоғары болу керек. Онлайн сабақ кешке қарай бола ма? Онлайн сабақ, қыздар, доступ аласыздар. Қазір төлейсіздер ғой, сразу сабаққа доступ беріледі. Кез келген уақытта қарай аласыздар. Просто сіздердің барлықтарыңызды қосамын, қарайсыздар, и группа ашамын. Сол жерде барлықтарыңызбен келісіп, отырып, сол жерде, так, бүгін кешке осында 20, мен көбінде основном осында 22:00 ыңғайлы да маған, бүткіл адам, бүткіл шаруасын істеп болады, жұмыстан келеді деген сияқты, эфирге өткізуге осы ыңғайлы. Основном осындай уақытта эфир өткіземін. Арақ қойдырама, арақ, игромания, бәрін жасауға болады. Главное, ол адам сол нәрседен тазаланам деген ниеті болса, ондай тоже жаңадай нәтиже көрсеткен адамдар бар. Онлайн қанша күн? Онлайн сіз 3 күн эфир өткізем, қалған сабақтың барлығын өзіңіз қарайсыз, кәдімгі уақытымен бүйтіп беріп отырам. Примерно 14 күнде сіз полный барлығын жаңа сертификатыңызды алып, сабақтың барлығын полный бітіріп шығасыз. Игроманияны емдейді адам, емделетін адам өзінің ниеті болу керек, сол нәрседен тазаланам деген. Инфо естімей қалдым, шығып кетіп едім, қайталап жібересіз ба? Сабақ қанша? Офлайн сабақ 600.000-нің сабағы 300.000 теңге жеңілдікпен, онлайн сабақ 200.000 теңге. Мен өзім айтып отырмын, өзім не деген жалқы деп отырмын ғой, себебі бұндай дүниеге, бұндай ақшаға өзім білім алмаған ғой. Мынандай арзан сутегінге. Офлайн сабақ кешкі уақытта бола ма? Офлайн сабақ кешкі уақытта болмайды, но суббота, воскресеньеге сондайға қоя аламыз. Егер Ақтөбеден басқа қала болса, кешкілік уақытқа болады қоюға, жұмыстан кейін деген сияқты. Так, болдық қода онда. Қазір эфирдің соңына дейін мүмкіндіктеріңіз бар. Осы жаңағы бағамен алып қалуға, бұдан былай сұрамаңыздар менен, прана оқу қанша, жеңілдік болмай ма, кешегіде эфирдегідей деген нәрсе болмасын. Жазып жатыр ма? Сосын чекті да жаңадай, наличка төлеген чекті да мына Асылжанның номері тұр ғой төменде, удаленка деген, сол номерге жібере беріңіздер, иә? Сосын жаңағы, не айтып отыр едім. Бұдан кейін, өшім былайынша айтқан кезде сұрамаңыздар. Так, менде қызығып кеттім ғой, біз оқығанда бұндай баға алмадық дейді. Міне, Салтанат ханым сөйтіп жатыр. Кешіріңізші, Салтанат ханым. Енді бар ғой 400.000-ға алған менің оқуымда, иә? 300.000-ға алған, ең кемі 300.000 теңге болған ғой, соған алғандар бар. Бүгін білмеймін, мен жомарттығым ұстап, мүмкін осы келген адамдарға байланысты шығар. Адамдардың энергетикасына байланысты шығар, енді осындай баға қойып отырмын. Осы бағамен Атырауға офлайн өткізсеңіз керемет болар еді. Атыраудан 5 адам шығыңыздаршы оқуға, мен барам. Атыраудан 5 адам шықса. Халықтан болады, халықтан не ол? Рассрочка. Халықтан рассрочка жоқ менде. Халықта тек қана неден бар? Каспийден ғана бар. Ақтауда январда болса, сол кезде төлем жасауға болмай ма? Ол кезде төлем жасауға болады, бірақ бұл бағамен емес. Қыздар дейді. Білім өз құнынан артық. Бір рет аласыз, өмір бойы любой жерде пайдалана бересіз дейді. Кім ауырса да Аллаға ниет етіп терапия жасайсыз, аптекаға жүгірмес. Жаным, Алмагүл ханым, рахмет. Мына қыздарымды эфирге шығара алмай жатырмын. Ертең шығарайықшы сіздерді. Қымбат екен, мен үшін оқығым келген дейді. Ренжімеңізші, енді барынша түсірді, мен бұдан артық құндылығын түсіре алмаймын. Мынадан артық құндылығын түсірсем, мынаның есі, мына Ибрахим кісінің мырзаның өзі үшін, осы мына прананы жаңа негізін қалаушы. Маған ұсат, мынаның нәрсемді көрмесін ол кісі. Так, терапия күтіп отқан жандар бар ма? Маған оқу керек емес, мен тек терапия үшін ғана отырмын деген жандар көп сияқты ғой. Давайте, онда қазір терапия алыңыздар, прананың энергетикасын сезініңіздер, сосын мүмкін тоже шешім қабылдауға қандай да бір іштеріңізде желанияларыңыз ашылуы мүмкін, иә? Рассрочка тоже. Өздері таңдайды ғой. Я өздері солай жібересін болды.
рассрочкамен алып жатқан қыздар бар мына жерде. Сосын жаңағы офлайн тоже, онлайн тоже алып жатқандар бар, перевод жасап, барлығын жаңа асыл жанға жіберіп қоя беріңіздер. Мен мынау өліп қалған ба? Не, сен соткың бар ма? Сен босамайды екен ғой да. Кімнің? Сұлтанның соткасын алып берші. Берсін деп жатыр срочно. Мынау сотты. Офлайнға передоплата жасап жазылып қойсаңыздар болады. Неше минут терапия болады? Жомарт жансыз жаным. Рахмет. Қазір терапия алып алыңыздар. Терапияға жазылғысы келіп отқан жандар тоже сіздерге айтам бағасын. Ибрахимның сертификаты беріледі, міне. Ибрахимның сертификаты беріледі, сол кісінің өзінен алам. Бұл сертификатты тегін алмайды ешкім, бәрі сатып алады. Егер сіздер қандай да бір адамнан өзінің сертификатымен прана оқыған болсаңыздар, өте арзан оқыған болсаңыздар, ол нәрсе дұрыс емес, ол заңды емес. Ол кісінің өзінің печаты, қолы, мөрленген QR коды болу керек, міндетті түрде осы нәрсе болу керек. Сол кезде ғана сіз кәдімгідей сертификатталған халықаралық деңгейдегі маман бола аласыз. Ал сіздер осы сабақта осындай ақшамен осы дүние, құнды дүнияны аласыздар. Шүкір, 1000 жылдық азығымыз, балдарымды да емдеп, қанша жанға көмегім тиіп жатыр. Шүкір, рахмет Айдана дейді жаным. Рахмет сізге де. Ең басты, дәл уақытында шешім қабылдаған жандар ғой. Шешім қабылдаған жандар ең озатын. Бүгінгі сіздерге де қаншама адамға мына жерге 400-ге жуық адам естіп отырса, демек бұл әрбір адамның алатын дүниесі бар да. Сіздерге беріліп жатқан белгі, мүмкіндік деп қарауға болады. Сондықтан да кем дегенде әрбір адам отбасы үшін оқи алады. Бүткіл адамға керек. Айтып тұрмын ғой, 2030-да бұл әрбір үйде болады да. Сол кезде айтасыздар. Баяғыда айтатын еді ғой, бір малға үйді айырбастайық дейді. Сол кезде мен малға айырбастамап едім, сол малды үйге деп айтады да, өкінеді. Дәл сол сияқты. Сол кезде прананы сосындайға беріп еді, сол кезде оқымап едім деп өкінетін сондай кез болады. Потому что энергияның заманы, вибрация көтерілген заман, бұрынғыдай заман емес. Осы вибрацияны ұстап қалып, сіз энергияны жұмсайтын болса, жаңа прананы оқып алып, адамдарға пайдаланатын болсаңыздар, бұл сіздердің болашақтарыңызға құйған инвестицияларыңыз. Ақша емес ол. Өмірлік инвестицияларыңыз. Яғни еш нәрседен ұтылмайсыздар, керісінше ұтасыздар. Онлайн оқысаңыз да осы сертификат болады, QR кодпен халықаралық деңгейдегі. Офлайн оқысаңыздар да осы сертификат болады. Міндетті түрде болады, барлықтарыңызға да беріледі. Так. Несі қаяқты? Телеграмға айтады. Сен соткың ба, Асылжан? Мен кім айтып келе жатырмын. Так, енді барлығымыз жатамыз, дайындаламыз. Эфирден кейін төлейік дейді. Эфирден кейін бұндай баға болмайды ғой. Эфирден қазір шығып кетіп, төлем жасап үлгеріп келе аласыз. Мен күшті баға ғой дейді. Офлайн 300 мың, 600 мыңның орнына 300 мың. 300 мың үшін сіздерге барам қалаларыңызға, қай қаладан болсаңыздар, жаңа бес қаланың біреуінен болсаңыздар. Ал егер онлайн оқайын десеңіздер, 200 мың теңгеге оқисыздар. Бірақ ол оқудың құндылығы мынандай арзан екен деп астыртын қарауға болмайды. Себебі бұл вибрациясы жоғары білім, құндылығы өте жоғары, құнсыз білім. Барынша кәдімгі салмақты түрде қараңыздар, жақсы. 24 ай деген менде жоқ, мен рассрочка көп шығара бермеймін, барын жасап қойдым, мүмкін сұрайтын адамдар болса жасарсың деп Асылжанға. Сондықтан барымен егер алсаңыздар болады. Қанша адам оқып жатыр, сол адамдар таратпайды ма дейді. Нені таратпай ма? Атыраулықтар жиналайықшы, 5 адам кім бар дейді, әне жазыңыздар, 5 адам. Жинап қойыңыз, Қарлығаш ханым, осы жерге 5 адамды. Массаж оқиын деп жүредім ғой дейді.
Массаж ол тәнге. Мынау биоэнергетик прана жанға. Сана, сезім, рух, жан, тән деңгейінде, 5 деңгейде жұмыс жасайды. Так, келесі, біз қазір енді барлықтарымыз терапия жасаймыз, ал Атырау бар дейді. Әне, Атырауды жинай беріңіз. Оффлайн оқитындар, жинала қойыңыздар. Егер 5 адам шықса, мен онда Атырауға тоже барамын оқуға. Так, давайте бәріміз жатамыз. Ал терапия күтіп жатқан жандардан кешірім сұраймын барлықтарыңыздан. Бірақ бұл жердегі вибрацияның өзі сіздерге эфир басталғаннан уже менің полямдасыздар, барлықтарыңызға да ем, тазару, чистка жүріп жатыр. Просто сіздер сабыр сақтасаңыздар болады. Бұл сертификатпен бізде оқыта аламыз ба дейді. Жоқ, сіздер оқыта алмайсыздар. Бұл сертификатпен тағы да оның 3-ші деңгейі болады, соны алу керек болады. Ол жаңа Ибрахим Паранжая кісінің өзінен оқу керек боласыздар. Сіз мына деңгейді оқып алмай, бірден жаңағыдай 3-ші деңгейге секіріп кете алмайсыздар. Так, жатамыз барлықтарымыз. Сөндіре тұрайын, сұрақтарыңызды, комментарийді өшіре тұрайын, сұрақтарыңызды сосын қоясыздар. Мынаны апарып беріп жүрші, Асыл. Мына телеграм таба алмай қалып отырмын ғой. Так, барлығымыз дайынбыз ба? Терапияны бастаймыз. Құдай қаласа, барлықтарыңыз жайғасып жатыңыздар. Терең демаламыз, мұрнымызбен демді тартып, аузымызбен шығарамыз. Көзімізді жұмамыз. Терапия басталып жатыр деп группаға жазып жібере ғой. Көзімізді жұмамыз. Көзді жұмып жатып, жаңа айтып жатырмын ғой, тәні ұйықтап қалған адамдар болады. Барлықтарыңыз қолдарыңызды, иықтарыңыздан бастап шымшыңыздар. Кәдімгідей өзіңіздің тәніңізді сезініңіз. Денелеріңіздің барлығын шымшып ұстап шығыңыз. Кәдімгідей өзіңіз сезінетіндей шымшып тұрып ұстап шығыңыз. Мынаны да зарядка сөйлем деп отыр. Менің немді планшетімді өлтіріп тастап, мана мен дайындап қойып едім. Тәндеріңізді сезінсеңіздер, барлықтарымыз іштей ниет етеміз. Бүткіл шаштарыңызда қысып тұрса, аяқтарыңызға қысып тұрған нәрселердің барлығын алып тастаңыздар. Еш нәрсе мешать етпесін. Жатсаңыздар болады, тұрсаңыздар болады. Арқаңызды сүйеп, басыңызды сүйеп отырсаңыздар да болады. Екі алақандарыңыз ашық болсын, жоғарыға қарасын. Және де ішкі сезімдеріңізге, түйсіктеріңізге мән беріңіздер. Сіздерден керегі тек босаңсып, көздеріңізді жұмып, тазаруға ниет етіп жатсаңыздар болды. Менің сөзімді іштей қайталаңыздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ниет еттім Аллам. Айдана Серқали қызынан биоэнергетика, прана, терапиясын алуға, жан дүниемді емдеуге, бойымдағы, кеудемдегі ауыртпалықтардан, қиындықтардан, қайғы қасіреттерден, тіл көзден, жаманшылықтан, денсаулығымдағы блоктардан, кедергілерден, ата тегімнен келе жатқан қарғыс дуалардан, тіл көзден, теріс бағдарламадан құтылуға, Алланың шексіз, шартсыз махаббатына бөленіп, әлемнің молшылығын, бақытын, байлығын, еркіндігін қабылдауға, ақшаға,
Кубатымдар, ата тегімнен қолдау сезінуге, барлық арман тілектерімнің орындалуына ниет еттім, Аллам. Іштей
Терең демалып аламыз. Мұрнымызбен демді тартып, аузымызбен шығарамыз. Аяқ қолымызды сезінеміз. Жаймен көздеріңізді аша берсеңіздер болады. Қалайсыздар? Жөфиямыз аяқталды. Айдана деп шығады. Қалайсыздар? Барсыздар ма? Ұйықтап қалған жоқсыздар ма? Амансыздар ма? Ниеттеріңіз қабыл болсын, ем болсын, өмірлеріңізде ғажайыптар орындалсын. Осы бір тегін болса да, осы терапия сіздерге бір қандай да бір жақсы жаңалықтың, қандай да бір потоктың ашылуына бір себепкер болсыншы. Амин. Күшті қалықтап ұшқандай болдым дейді. Басым ауырып кетті. Баста артық ой көп. Басында лишний информация көп адамдардың бастары қысады. Потому что жібергісі келмей жатыр да басыңыз. Жүрегім жеңілдеді. Керемет, рахмет. Алла разы болсын. Қабыл болыңыз. Басталғаннан аяғына дейін есінедім. Кейбір адамдар солай тазаланады. Көп рахмет. Алла разы болсын. Солай аяғымның бармақтары тартылды. Басым ауырып отырған жақсы болып қалдым дейді. Дана керемет. Менің сол жағым құшып шаншып кетті. Екі білегім ауырлағандай болды.
Әмин, рахмет дейді. Жыладым, жүрегім тап-таза болып қалды дейді. Сәнім, қарап тұрған көз көріне берді дейді. Көз неден көрінеді білесіздер ма? Адамға тіл көз өткенде көрінеді біріншісі. Екіншісі, үшінші көз ашылған кезде көрінеді. Ашылу процесс болып жатқан кезде көрінеді. Бармыз, көзімді мүлдем ашпадым, но бірінші сезгенім қара от шықты. Одан кейін қолмен біраз нәрсені шығарып тастадыңыз. Прям қолмен шығарып тастағаныңызды көрдім дейді. Бұл жерде енді бәрі тегін адам емес, еще көретіндеріңіз бар. Алланың нұры жаусын. Сіздерге де Алланың нұры жаусын. Жылағым келді, судың бетінде қалқығандаймын, рахмет сізге. Ертеңде болсыншы дейді. Ұйқым келе барды. Ішім ауырса, не дейді, қолдарым ауырлағандай болды. Сонда терапиядан кейін іш өту, құсу, бас айналу, лоқсу, бас ауру, эмоцияның ойнауы болуы мүмкін. Адамның сезімталдығына байланысты және энергетикасының қаншалықты лас тазалығына байланысты. Егер сондайлар шайқалулар болып жатса, норма қабылдаңыздар, трансформация болып жатыр, тазалану жүріп жатыр. Соны сезініңіздер, жақсы. Сөйтіп қабылдаңыздар. Болмаса да нормально, ол адамның сезімталдығына байланысты болады. Керемет мықты энергия сездім, еміңізді қабылдадым, мойным, белім, иығым, сол жақ құлағым, басым ауырды, жылу сезінді. Аяғым күшті бірінші күн қатыстым дейді. Бірінші қуаныш толғандай болды жүрегім дейді. Жақсы сезіндім, қалқып жүрдім. Сол аяқ ише сияқты болды дегенде. Бір доплат Астанаға жасады дейді. Бетіме ыстық леп кетті, мың алғыс, қабыл алдым. Маған сөйлеу керек сияқты болды, көбірек сөйлеу керек, кешірім сұрап дейді. Вот мына тығылып жатады ғой терапия кезінде эмоциялар бәрін шығару керексіз. Просто так мына тәніңізге еркіндік беру керексіз ғой. Тәнді біз бітіп қысып ұстап тастағанымызда кез келген жерде зажим тұр, блоктар тұр. Ол бізден шықпай қалған эмоциялар, шықпай қалған талант қабілеттер, айтуға болмайды, ұят болады, жұрттың көңіліне қарау, осылардың барлығы бүйтіп ұстап тұрады да. Бұл нәрсені шыққысы келіп жатады да, осындай босаңсыған кезде жіберу керек. Көзді, конечно, адамның миы бірінші қорқынышты көреді, көзді қорқыныш деп ойладым дейді. Бірінші қорқынышты ойлайды, ол ми деген қорқақ нәрсе ғой, өзіндай. Мен көзімді жаппадым, ештеңе етпеймін. Сезіндіңіз ба, көзіңізді жаппағанмен? Жыладым, жүрек түсінде ауыртпалық болды дейді. Иә, жүрегіңізде шығу керек нәрсе бар. Денемнен артық зат шығып жатқандай болды бір сәтте. Көз алдым жап-жарық болып кетті, нұрланып дейді. Керемет. Аппақ жарық көрдім, биікте Бекет ата. Қарашы деп айтқандай болдым дейді. Бекет ата қарашы. Сол құйым, қолым үйет. Қатты қараңғылық болды, неге екен Айдана дейді. Тазару керек әлі полностью. Бір терапия деген ол адамның мынандай энергетикалық деңгейіне байланысты да, әркім әртүрлі сезеді. Сондықтан ойлап отырмын да, сіздерге мүмкін жақсылық жасасаң, жаңа бітін жаса дейді ғой, 3 күн терапия мүмкін өткіземін депші. Потому что бірінші күні қатты ластанған дене болса, кейде сондай сезінбеу таймен сондай нәрселер болуы мүмкін да. Уже екінші, үшінші терапияда адамдар сезе бастайды. Эфирдің басынан бастап жылағым келді дейді жаным. Адам қарасам жақсы болам, жолым ашылып ақша үшін қарамайым, пайдам тисін деп дейді. Иә, дұрыс. Адамның и так жолын солай ашып береді. Құдай ашып береді ғой. Құдай сіздің бүткіл жағдайыңызды жасап қойды, сіз главный өз миссияңызды жасасаңыз болды. Керемет, бәрі өздерінің енді отзывтарымен бөлісіп жатыр. Көзді көріп жүргенмен бір жылдан асты, қайта медитацияны үзіп жіберемін. Алғыс сізге, енді қабылдаймын дейді. Медитацияда вот үшінші көз ашылады. Соны сіз қабылдаңызшы, жақсы қарап тұр. Қане мен де көрейінші деп сіз оған қараңыз. Сол кезде ол сізге басқаша көріне бастайды.
Ура, онлайн алдым, қайырлы білім болсын дейді. Кім терапия алды, сабақ алды? Давай жаза кетіңіздер мына жерге. Ойланып отырғандарға тоже мотивация болсын. Ойлап жатқан шығар, үндемей отырған. Мен сабақ ана болып жатыр, мына болып жатыр деп дым айтып отқан жоқпын. Мына жақта мен ассистентім жұмыс жасап жатыр. Бүткіл адамдармен сөйлесіп. Кім алды сабақ? Жазыңыздар. Менің аяғымнан қызу энергия жүрді. Рахмет Айдан ханым. Бүкіл семьямен алдық терапияңыз деді. Қолыңыз дерт көрмесін. Алла разы болсын. Терапия керемет нәтижелері бар. Алу керек, еш өкінбейсіздер. Жаным Ботагөз, сіз бе? Мен жақында оқыған әскери ішіндегі адам ғой. Кез келген адам қаяқтан болса да бүйтіп айналып келіп алады да, бәрібір ішінде бір қозғайтын дүниесі болса. Мен көкірегім қызып жүреді. Өзіме сезінеді және құрбыларымды құшақтап амысқанда олар да сезеді. И айтады, сен ыссың прям деп дейді. Эфир басында кекіргі қылық ортасында көздер ұйықтап үлгердім дейді. Сол аяғым тамырдарды. Просрочка шықпады дейді. Өте қуаныштымын. Ұнады. Ертеңге жүрсе кейін қайдан бақытты болыңыз. Шығып кете алмай отырмын, біткесін төлесем бола ма дейді. Жақсы. Біткеннен кейін, эфир біткеннен кейін сіздерде онда бір примерно 20 минутта уақыт бар. Иә, егер үлгерем десеңіздер, алып үлгеріңіздер. Так, енді терапияны сезіндіңіздер, прананың құдіретін сезіндіңіздер, иә. Жүректің соққаны басылмай тұр дейді. Терең демалыңыз. Жайлап, иә, жүрегіңізді ұстаңыз, жүрегіңізге алғыс айтыңыз, рахмет айтыңыз, кешірім сұраңыз, кешіру керек болса, сөйлесіңіз. Тәніңізбен жүрек айтып жатыр, сигнал беріп жатыр сізге, менімен сөйлесші деп жатыр. Біз кез келген мына бүткіл органдарымыз ауырса, демек оған соған внимание жетпей жатыр. Просто махаббатыңызды беріңіз, органдарыңызбен жай сөйлесіңіздер. Бұл менің қызымнан, кішкентай қызымнан алған жаңағы не деп айтам, инсайтым ғой. Бір күн тіс ауырып отыр, тісім қоя қойшы болды, енді тәт жемей ме деп тісін еркелетіп отыр. Сөйтіп тісінен жазғанда, дәл сол сияқты сіз қазір жүрегіңіз дүгілдеп отыр ма? Жүрегім, кешірші, саған қатты салмақ салсам. Мен сені жақсы көремін, мен сенімен біргемін. Бар ішіңіздегі дүниеңізді айтыңыз. Бұл махаббатты қалап тұр ғой жүрегіңіз. Жүрек махаббатты қалайды. Екі кісінің көздері ойға салды дейді. Сабақ тек 9-да дейді. Жоқ, 9-да бастамаймыз, 10-да бастаймыз сабақты. Так, енді сіздерге прана терапиясын кім алғысы келіп отыр? Онлайн алуға болады және офлайн алуға болады. Офлайн жаңағы 5 қала бойынша ала аласыздар. Ол бізде Ақтөбе, Алматы, Астана, Ақтау, Шымкент. Офлайн прана терапиясын алуға. Егер прана терапиясын органдарымыз сөйлесім дейді, өте керемет. Прана терапиясын алам дейтін болсаңыздар, әрі қарай жеке тазаланғым келеді, жеке сезінгім келеді, мына бүткіл бойындағы блоктардан тазаланып, жаңа өмір бастағым келеді, денсаулығымды түзегім келеді, ақша каналымды ашқым келеді, жолымның қандай да бір жүруіне алда қарай қадам басуыма кедергі болып тұрған нәрселерді шешкім келеді дейтін болсаңыздар, онда прана терапиясын алыңыздар. Народныйдан рассрочка жоқ, менде тек қана Каспий бар. Так, енді қараңыздар, прана терапиясы офлайн. Бұл нәрсеге записке жазыласыздар ғой, дәл сол бойынша уақыттарыңызда сәйкес келеді. Яғни кім бірінші жазылады, сол адам бірінші жазылады, одан кейін келесі адам жазылады. Себебі қазір мына жерде мына оқуға қаншама адам алып жатыр, иә? Одан бөлек прана терапиясын жазсам, қазір қаншама адам жазады. Сондықтан тез, егер кім жаңағы тез болған қалайды, ерте алғысы келеді деген сияқты, сондықтан жазыңыздар, бірден жазыңыздар. Қазір ақпаратты естіген бойдан шешім қабылдаған болсаңыздар. Прана терапиясы сіз полный 3 сеанста ала аласыз. Болмаса 1 сеанста алып көрейінші жеке дейтін болсаңыздар, 1 сеанста ала аласыз. Жеке 1 сеанс бізде бағасы 40 000 теңге. Жеке прана сеансы, прана терапиясы 40 000 теңге. Жеке алатын болсаңыздар, бұл онлайнға бағасын айтып жатырмын. Офлайн алатын болсаңыздар 50 000 теңге. Бір терапиясы, 1 сағаттық, офлайн 50 000 теңге. Енді бұл жерде не айтылады? 1 сағат жұмыс жасалады. Сіз жаңа 15 минуттық терапия алдыңыз ғой, мына жерде олай болмайды.
офлайн жасағанда да, онлайн жеке жасағанда да 1 сағат бойы сіз примерно 20 минуттай терапияңыз жасалады. Одан кейін сіздің запростарыңызбен жұмыс жасаймыз. Одан кейін маг терапия, маг разбор сіздерге сыйлыққа жүреді. Яғни маг разборымен де тоже мына шешілмей жатқан түйіндерді, сіз айтпай қалған блоктардың барлығын шығарып жұмыс жасаймыз. Былайша айтқан кезде осындай шеше алмай жүрмін десеңіз, соңында соған нәтижені қалай этаппен жету керек жолын алып кетесіз. Және де сол жолға кедергі блоктарды пранотерапиясы арқылы былайша айтқан кезде тазалап тастаймыз. Түсіндіңіздер ғой да? Міне осылай сіздер бойларыңызды тазарта аласыздар. Пранотерапиясының құдіреті өте керемет. Жаңа Майра ханымды естідіңіздер, қандай нәтиже болғанын. Бұл материалдық жағынан, рухани, духовный жағынан, қарым-қатынас жағынан да өте керемет нәтижелер бар. Мен всегда бөлсем, әр күні бөлсем, отзывпен менің сторисімді қарап отыратын болсаңыздар, міндетті түрде керемет отзывтарды көресіздер, күнде көресіздер. Сондықтан мен ол нәрселерді салған жоқпын. Енді қараңыздар, бұл жерде пранотерапиясын офлайн алам дейтін болсаңыздар, жаңаға бір терапияны алам дейтін болсаңыздар 50 000 теңге. Ал егер жоқ, мен полный 3 сеансты, 3 курсты алғым келетін болсаңыздар, онда 100 000 теңге. Яғни 2 терапияның бағасына 3-ші терапияны бірге қосып аласыздар. Так, енді сіздерге қалай ыңғайлы? 3 терапияны алғысы келетіндер, офлайн бағасын айтып жатырмын. 3 терапияны алғысы келетіндер, болмаса 1 терапияны алып көрем дейтіндер. Офлайн осы Атырау, Ақтау, Астана, Алматы және де Шымкент қалалары бойынша, 5 қала бойынша офлайнға жазыла аласыздар. Предоплата тоже жасап қойсаңыз болады. Офлайн жеке алғым келеді 50 000 ба, Астана Жамал дейді. Иә, 50 000 теңге. Міне, мына жерде Каспий Голд номері тұр ғой, сол жерге саласыздар, чекті жібересіздер. Офлайн терапия дейсіздер де, аты жөндеріңізді жазып жібере бересіздер. Жақсы? Так, ура, мен онлайн курс алдым дейді. Сәттілік сізге. Так, енді қараңыздар. Офлайнға осы нәрсені 50 000 теңге алсаңыздар болады, 100 000 теңге полный курс алсаңыздар болады. Сіздерге осындай жеңілдік қарастырдым. Мүмкіндіктеріңізге қараңыздар, сіздерге вариантын бәрін ұсынып жатырмын, жақсы? Одан кейін енді онлайн алғысы келіп отырған жандар. Онлайн тоже әсер етеді. Онлайн сіздер сезініп отырсыздар видеозвонок. Онлайн арқылы да видеозвонокпен бетпе-бет сізбен жеке өзіңізбен сөйлесіп отырып, 1 сағат көлемінде жаңағыдай тоже талқылаймыз, айтамыз, сөйлесеміз. Онлайнның бағасы 1 терапия 40 000 теңге, 3 терапияны алатын болсаңыздар 90 000 теңге. 90 000 ғой, 3 терапия. Иә, 3 сеанс 90 000 теңге, яғни полный курс. Міне, онлайн әлде офлайн. Осылай өздеріңіздің шешімдеріңізді қабылдаңыздар. Міне жерде Каспий Голд тұр. Соған по очереди жазсаңыздар, төлем жасаған бойынша сіздерді записке жазатын боламын. Жақсы? Уақытын айтамыз ба? Мен 20-лары болама, жеке алсам 100 000 сразу дейді. Сіз қай қаладансыз? Мені қолдап отқан барлық шәкірттеріме алғысын білдіремін. Ализа ханым, Құдай қаласа, давайте сізбен ертең шығайық. Ертең эфирге келіңіз, ертең қосайын. Жаңа сет ұстамай қалып. Міне, терапия алып жатқандар чекпен бірге фамилияларыңыздың барлығы сразу жазыңыздар, WhatsApp-қа деп жазып жатыр. Менің екінші менеджерім Аяулым, жазыңыздар, жақсы? Мен офлайн курс алдым дейді. Сәттілік Жайда ханым. Берекелі білім, қайырлы білім болсын. Онлайн оқу қанша екен? Давайте мынау примерно 10 минут отырамын. 10 минутта үлгеріңіздер, тағы бір ақпарат беріп шығайын. Пранотерапиясының оқуы негізгі бағасы офлайн. Иә, қайтады қазір киініп жатыр. Мияқта менің келінім, ассистентім мазасын алып жатыр баласы. Офлайн терапиясы Атырау, ойбай, Атыраудан шықты ма жаңа 5 адам? Атыраудан 5 адам шықты ма? Сол жаққа барып жаза берші. Кухняға тұр. Кухняға тұр. Атыраудан 5 адам шықты ма жаңа? Атыраудан іздеп отқандар. Атыраудан мен деп отқандар. Тоже жазыңыздар, 5 адам шықсаңыздар. Қараңыздар.
Прана оқу бойынша офлайн бағасы 600 мың орнына 300 мың теңге. Бұл 3 қалада өтеді, 5 қалада өтеді офлайн түрде. Алматыда, Астанада, Ақтауда, Шымкентте, Ақтөбеде. Осы 5 қалада өтеді. Офлайн рассрочкамен де ретпен алсаңыз болады, былай төлеп алсаңыз да болады. Болмаса мен предоплатаны жіберіп қояйын десеңіздер де болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз біледі. Тек қана осы эфирдің барысында ғана. Ал егер эфирден кейін алайын деп едім дегенде, мынандай жеңілдік баға жоқ. Сондықтан да осы нәрсені жасаңыздар. Эфирден кейін примерно сіздерде бір 15 минуттай уақыт болады, 10-15 минуттай. Сол уақытта төлем жасап тоже үлгере аласыздар. Так, енді келесі бізде онлайн курс бар. Онлайнның бағасы 400 мың теңге, оның орнына 200 мың теңгемен. 200 мың теңгеге онлайн курс аласыздар. Офлайн оқығандарға онлайнда, офлайнда курсы беріледі. Онлайн оқыған жандар постоянно доступ беріледі сіздерге, андай шектеу жоқ. Сосын полный группа бар. Менде осы шәкірттерім отырған сол жақта тәжірибе алмасасыздар. Постоянно кері байланыс болады. Сосын не, прана оқуына жиналған жандардың араларында топтық, бір реттік терапия өткіземін. Оқуға шәкірттердің арасында биотоктары ашылатын болады, жеке биотоктары ашылады. Осы нәрселермен жұмыс жүреді. Онлайн обучение алып, сосын Ақтауға келгенде доплата 100 мың теңге төлеп қатыссам бола ма дейді. Болады, Ақерке ханым. Так, осы нәрсені жасасаңыз болады. Қазір офлайн алсаңыз да, сабақты онлайн алатын болсаңыз да, бірден доступ беріледі. Мен қазір шығам эфирден, біткеннен кейін жайлап бірден доступты бере бастаймын. Группаға тіркеймін. Сол группада уже сіздерге доступ беріле бастайды. Жақсы. Так, енді бұл нәрсе былайша айтқан кезде құндылығын түсіріп, мен сіздерге арзан беріп отырмын, даже бұрын оқыған шәкірттерім мә деп, вообще олардың несі жаңағы Айдан ханым неге өттіңіз деп жатыр да, потому что олар қымбатқа алған кезінде. Иә, алшыш алып қойса. Сөйтіп жатыр да. Бұл жерде отырған адамдарға повезло енді. Бірақ оларда ұтылған жоқ, потому что олардың ұтылғандығы сіздерден бұрын бастады да, бұл прананың құдіретін сезініп, алдын ала болатын қандай да бір қиындықтардың түйінін шешіп отыр да, уже өмірлерінде пайдаланып. Жаңа Жангүл ханым айтқандай. Ал уже сіздер міне көрдіңіздер ме, бүгін бастап кетсеңіздер, ертеңгі өміріңіздің жаңа жаққа өзгеруіне үлкен үлес қосасыздар. Түсіндіңіздер ғой да? Жалпы міне офлайн, онлайн осылай өтеді. Келесі бізде прана терапиясы офлайн және онлайн. Прана терапиясы офлайн бір реттік алуға болады, бағасы 50 мың теңге, жаңағы 5 қала бойынша: Ақтөбе, Ақтау, Астана, Алматы, Шымкент. Және де 3 терапия алуға болады. Осы қалалардан 100 мың теңге 3 терапия, яғни 2 терапияның бағасына 3 терапия аласыз. Одан бөлек онлайн терапия алуға болады, жеке өтеді барлығы да. Онлайнның бағасы бір терапия 40 мың теңге. Ал 3 терапия алатын болсаңыз 90 мың теңге. Міне сіздерде осындай мүмкіндіктер бар. Кез келген адам оқи алады ма? Кез келген адам оқи алады. Кем дегенде отбасына көмектесе алады. Мына әрбір ананың қолында баласын емдей алатын қасиет бар, биоток бар, энергия бар. Соны кем дегенде балаңызға жаңағы пайдаланасыз. Офлайн 3 күн оқытам. Одан бөлек сіздерге онлайн доступ беріледі. Былайша айтқан кезде полный 2 апта оқып жүреді ғой сіздерде. 2 аптада қолдарыңызға сертификат табысталады. Мен бірден сертификатты бермеймін. Барлықтарыңыз практика жасайсыздар, тапсырма беремін, сол бойынша орындайсыздар, бір-бірлеріңізге терапия жасайсыздар. Кәдімгідей сабақ болады. Сіздер бәріңіз алып кету керексіздер ол жерде. Сондықтан бұл жерде үйреніп кетпедім, білмедім деген адам жоқ. Просто жалқау адам болуы мүмкін, сабақты қарамайтын. Атак қарайтын адамдардың барлығы мен түртіп отырып жасатам соларға. Олардың эгосы азап шегіп жатыр ма, нені айтасыз? Бізге бұйырған, значит, дейді, сіздерге бұйырып тұр. Офлайн Ақтауда 3 күн болады. Бүткіл қалада 3 күннен болады. Мен 1 күн өткізем демеймін. 3 күн полностью берем. Беретін болсам артығымен берем. Ализа ханыммен, в общем, таңнан кешке дейін жүрді. Еще қасына подружкасы тегін сабақ алды. В общем, ертеңгі эфирде бөлісіп берсінші, тоже өзінің нәтижесімен бөліседі. Онлайн қалай оқиды? Онлайн телеграм сабақта бар. Міне сіздер мені қалай тыңдап отырсыздар, онлайн қалай сезініп отырсыздар, дәл солай оқисыздар.
оффлайн алсам деп едім терапия. Алыңыз, міне мына жерде Каспий Голд тұр. Төлем жасай аласыздар. Рассрочкамен де, редпен де, бүткілімен не жүрмейді, процент жүрмейді. Егер жоқ, мен рассрочкамен алмаймын, бірақ ақшам жетпей тұр десеңіз, предоплата салып қойсаңыз болады, осы бағаны сақтау үшін. Алкоголиктерді емдеуге бола ма? Алкоголиктерді емдеуге болады. Наркомандарды да емдеуге болады. Игромандарды да емдеуге. Ең бастысы ол адамдардың емделем деген ниеті болу керек. Яғни соған бойын оның орнын Құдайдың нұрымен тұлға кәдімгі оқытуға. Онлайн обучение қымбаттағанда қанша? Бірінші жаңа тегін терапия алып алыңыздар, сосын көресіздер депші. Ешкімге бүгін терапияны записке жазған жоқпын, потому что барлығын осы терапия неге тегін терапияға шақырдым, эфирге шақырдым. Сондықтан да қаншалық алуға болады терапияны
баштаганча. Қазір толық